Журналистика қоғамдық пікірді қалыптастыратын қызықты әрі күрделі әдеби шығармашылық қызмет түрі. Журналист мамандығы бойынша білім алу өте маңызды. Себебі қоғамның мәдени деңгейі болашақ журналистің мәдени деңгейімен тығыз байланысты. Өйткені күнделікті оған миллиондаған адам қарайды, тыңдайды және оқиды. Тұран университетінде журналистика бойынша оқу бағдарламасы ұсынылады. Сондықтан біздің бүгінгі сұхбатымыз болашақ журналист мамандарына, сонымен қатар осы мамандықты таңдайын деп жүрген оқырмандарымызға қызықты болады деп ойлаймыз. Ендеше бүгін библиоарт жобамыздың аясында сұхбатымызға Хабар агенттігінің кешкі жаңалықтарының авторы, жүргізушісі, тікелей эфирде өтетін ұлы дала наурызы, біз біргеміз ел тарихы атты телемарафондарының жүргізушісі, президенттің қатысуымен өтетін мемлекеттік және халықаралық концерттік іс-шараларының жүргізушісі, журналистика мамандығы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі Әбікеева Сағыныш Маратқызы келіп отыр. Сағыныш ханым, қош келдіңіз. Бүгінгі сұхбатыма дайынсыз ба? Дайынмын, әрине. Маған әрдайым қызық болатын, жалпы сұхбаттасу, әсіресе жастармен ой бөлісу. Ендеше онда сұхбатымызды бастайық. Жалпы 5 сөйлеммен өзіңізді қалай таныстырар едіңіз? Енді ең біріншіден әрине осы 13-15 жыл қатарынан осы журналистика саласында жүрген маманмын, журналистпін ең бірінші. Одан кейін жүргізушімін, тележүргізуші деп жатамыз. Енді жалпы жүргізушіліктің өзінде түрлі жаңағыдай формасы бар, функциясы бар. Бірақ соның барлығына өзімді жатқыза аламын. Өйткені тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар жүргізуші болып жүргеніне 13 жылдан астам уақыт өтіпті. Хабар арнасында қорытынды жаңалықтар жүргізушісімін. Сосын халықаралық журналистер одағының мүшесі болып табыламын. Әлеуметтік ғылымдар магистрмін, 13-ші журналистика мамандығы бойынша. Журналистика мамандығын таңдауыңызға не себеп болды және тележүргізушілік қызметіне қалай келдіңіз? Жалпы енді адам өмірінде білесіз ғой, балалық шақтағы арман болады, қиял, былайша айтқанда адамның өзінің қиялынан, ойынан, алғашқы сезімдерінен туындайтын деп айтуға болады. Одан кейін мынау ересек шаққа келгендегі арман болады. Енді қайсы бірін алсаңыз да, үнемі осы гуманитарлық салаға жақын, сондай мамандықтарды көздеген екен. Мысалға кішкентай кезімде мұғалім болып, алдындағы жаңағы көз алдыма елестетіп, күнделікті ойнайтын қуыршақ ойыншықтарымды тізбектеп қойып, соларға қарап сөйлеп, өзім бір дәріс сабақ пән өткізіп жатқан сияқты мұғалім ретінде өзімді былайша айтқанда елестетіп, сондай мамандықты таңдағым келген екен, үнемі айтады екен, мен мұғалім болғым келеді, балалар оқытқым келеді деп. Есейе келе ол мұғалімдік осы журналистика саласына ауысты, яғни мен жүргізуші болғым келді, журналист. Неге десеңіз, қазіргі замандағыдай планшет, сотка болмайтын, барлық қызық сол көгілдір жәшікте болатын алдымызда. Ол кездегі телеарналардың тізбегін тағы білесіз, санаулы ғана 3-4 арна болатын. Оның ішінде осы өзім қазіргі істейтін республикамыздың басты арнасы Хабар агенттігі, Қазақстан ұлттық арнасы деген сияқты осындай ел арна, тағы да басқа арналар болатын. Неге сол арналарға қарап біз бой түзейтінбіз ағай апайлардан. Ол кезде бізге олардан артық, былайша айтқанда қазіргі тілмен айтқанда звезда, тиктокерлер, былайша айтқанда енді бренд трендтер жоқ еді, сондай тұлғалар, сондықтан сол тұлғаларға қарап бой түзедік. Менің арманым сол кісілер сияқты жүргізуші болу болатын. Неге сол көксегенді деген арманыма жеттім деп ойлаймын, енді Аллаға шүкір. Сол арманым мінекей жетелеп келді. Көбінесе гуманитарлық салаларға жақын болдым. Мектепте қабырғасында жүргенде де мысалға көптеген шараларды тізгіндедім, жүргізуші болдым. Мұғалімдерім үнемі айтатын, Сағыныш, енді мен білмеймін, әркімнің өз таңдауы, енді ата-анасы кейде бағыт беріп жатады, бірақ десе де сен осы салаға жақын екенсің, ойланып көрсең қайтеді, тапсырып көр, бәлкім грантқа түсіп кетерсің деген сияқты ұсыныстар көп айтылды. Енді сол мұғалімдердің, ұстаздарымның мотивациясы болар. Енді
маған деген өздерінің былайша айтқанда ұсынысы, иә, жылы лебізі, соның бәрінің арқасында түсіп кеттім сол жоғарғы оқу орнына грантқа. Солай мінекей мен бірден журналистика мамандығы бойынша әлі күнге шейін ізденістемін, ғылыми ізденістемін. Бұйыртса мына енді магистр атанып болған соң докторантураға түсу өзі кезекпен келеді ғой, ғылыми дәреже. Біраз жылдар өтті, өз саламда істеп жатырмын магистратурадан кейін де. Кейде осылай студенттермен жүздесіп тұрамыз, мастер-класстар өткіземіз, балалармен өткіземіз, түрлі жас мөлшеріне байланысты. Енді осы докторантураға түспекпін. Енді әлі де осы мінекей бір мамандықтамын деп айтуға болады. Енді қосымша басқа мамандықты былайша айтқанда меңгермегем, тұрақты түрдегі осы саланың маманымын. Сондықтан да мінекей осы тұлғаларға қарап, ағай-апайларымызға қарап, сол совет үкіметінен келе жатқан мендегі сол көксеген арман бір болды. Өз мамандығымның былайша айтқанда шебер жаңағы майталман маман болу. Майталман маман деген ол енді қазіргі заманда былай оңай ғой айту. Өз маманның шебері, профессионал, тәжірибелі деп айта саламыз. Бәлкім ол солай-ақ шығар, бірақ майталман маман болу деген сөз ол тұрақтылық, ол осылай жылдар бойы істеу, өз жұмысыңа адал болу, соның биік шыңына жетіп қана қойып онымен тежелу емес, әрі қарай ұрпақ тәрбиелеу, өзінің білген жаңағы бүкіл жаңағы осы саланың қыр-сырымен бөліскенде де дұрыс бөлісу онымен. Мінекей сондай армандарым бар. Кейін Қазақстан ұлттық арнасына келіп, өзі бір сәті түсті. Университет қабырғасында жүргенде әрі қолыма диплом ешқандай да тимеген. Соған қарамастан енді біздің мамандықты білесіздер, практиканы қатар алып жүрмесеңіз, мынау құр сөзбен, теорияға ғана жүгініп жүруге болмайды. Ол кезде сіз заман соңында қаласыз. Сол көшпен ілесу үшін мен практиканы осы ұлттық арнадан бастадым. Сонда редактор, стилист мамандар болатын. Ол кісілер жөн сілтеп, бағыт-бағдар беріп, өзіңді ұстаудан бастап, мүсіннен бастап, экранға қалай шығу, эфирде қалай отыр, көрерменмен тікелей қалай байланыс жасау, барлығын үйретті. Сөйтіп жүргенде съемкаларға шықтым, яғни түрлі түсірілімдер болатын тақырыпта. Маған қызық болды. Сөйтіп былайша айтқанда журналист мамандығының алғашқы кезеңдері басталды. Бірақ мен ол ұлттық арнада былайша айтқанда ресми түрде жұмыс жасамадым. Тек осындай практикалар өтіп, тәжірибемен алмасып, көмектесіп әріптестеріме сөйтіп жүрдім. Кейінірек өзі бір сәті түсіп, хабар агенттігі Алматы қаласында болатын, өзінің енді бұл кезде қалай айтсам болады, бас шаһарлықтың лебі әлі ешқандай да еш үзілмей, сол мәдени ошақ болып, рухани орда болып жүрген қала ғой енді бұл кезде. Сондай кез еді. Енді қоныс аударып жатқан бас қалаға, Астанаға, өйткені Астана болды, кейінірек мінекей Нұр Сұлтан қаласы болды. Сөйтіп көшіп жатқан еді, хабар арнасының бағдарламалар бөлімі көшіп келді деген жаңалықты естіп, бірден жастардың көбісі сол жаққа қарай, лекке қарай ағыла бастады. Сөйтіп жақсы ұсыныстар түсті. Ұсыныс болғанда енді жастарды жинау мақсатында бағдарламалар бөлімінде қазіргі таңда білесіздер ма, мынау продюсер, сол кездегі біздің арнаның бас продюсері атанған Серік Абашақ деген мырзаның қол астына кіріп, мен жұмыс істей бастадым. Яғни ол кісі көбінесе шынында да жастармен жұмыс істеп, сол кісілерге көбінесе мотивация беретін, өзі үйрететін, түрлі бағдарламаларда жаңа редактор қызметін, түрлі мамандықтар қызметін атқаруға өзінің көмегін тигізетін. Сөйтіп, былайша айтқанда жастарды көп қолдайтын десем болады. Енді сол кісіден біраз тәжірибе алдық, үйрендік, бағдарламаларда редактор қызметін атқардым. Сөйтіп түсірілімдерге барып, документалдық фильмдер жасадық, тарихи түрлі кинолар, былайша айтқанда кинофильмдер жасадық. Олардың барлығы маған жан-жақты өзім өсіруіме көмектесті. Тек қана түсірілімдер ғана барып қоймай, түрлі жанрда істеуге, мысалға септігін тигізді. Сөйтіп жүргенде тағы да ары қарай былайша айтқанда жол ашыла түсті. Яғни бәрі бірден емес. Өмірде ойлайсың, сол балалық шақтағыдай елестеткендей бірден сол көгілдір жәшіктен шыға келеді екенсің деп, бірақ негізі олай бола бермейді. Адам сабырлық таныту керек екен, жылдар бойы қайта сенің жеген осы керісінше қазір жеп отқан жемісің сол жылдар бойғы өзінің еңбегінің арқасы екен. Егер сол ерен еңбек болмаса, сол жылдардан, сол еңбектерден, сол жолдардан сен өтпесең, былайша айтқанда оның дәмі де, тұзы да еш қызықсыз болады екен. Сөйтіп мінекей сол сәтке жеттік деп айтсам болады. Күндердің бір күні, жылдар өте келе, 3-4 жыл ма, 5 жыл ма, білмеймін. Ол кезде қолымда жоғарғы білім дипломым бар. Жаңалықтар бөлімі толығымен Алматы қаласынан Астана қаласына көшірілді. Жаңағы бағдарламалар бөлімі сияқты. Сөйтіп ол өзінің ауқымын кеңейтті. Сол жерде аяқ астынан таңғыда емес, түскіде емес, тура қорытынды жаңалықтардың ішінен бизнес хабар деген, яғни бизнес жаңалықтар топтамасы шығатын болды. Ол өзі 5-10 минуттық былайша айтқанда жоба. Өзі қысқа ғана, нақты енді бизнес, экономика тақырыбы өте ауыр болды мен үшін. Бірақ соған қарамастан кастинг арна
арнайы жарияланғандықтан жастарға мен және менің бірнеше әріптестеріміз өз ішінара сол жерде жүргендіктен сырттан іздемейік, іштен іздейік өзімізден деп басшылықта жақын тартты өздеріне. Сөйтіп біз сол кастингтен өттік бәріміз кезекпен. Соңында бір қыз бір ұлды таңдап, өзімді және бір әріптесім бар, Данияр Қанқожаұлы деген жігітті, сол жігітпен екеуміз екі жүргізуші болып, сол бизнес хабардың былайша айтқанда тұрақты жүргізуші болып сайландық. Содан ары қарай жүргізушілік деген менің былайша айтқанда осы журналистикадағы кезеңім басталды. Алғашқы тікелей эфир, оның үстіне жауапкершілігі өте мол болатын. Бірден қорытынды жаңалықтардың арасынан үзіліп шығу, өйткені бір қорытынды жаңалықтар ол жерде тек қана бизнес хабарды қамтымады, өзін қамтыды, бірінші қорытындылайды, одан кейін бизнес хабар, ауа райы, және естеріңізде болса, қазіргі Қазақстан Республикасы президентінің көмекшісі, кеңесшісі Берік Уәли мырзаның бетпе-бет бағдарламасын жүргізетін кезең еді. Мінекей сондай бірнеше потоктан, бірнеше блоктан тұратын, топтамадан тұратын үлкен хабар болатын бұл. Мінекей сөйтіп жүріп, кейінірек негізгі жаңалыққа ауыстым. Осылай мен журналистикаға, оның ішінде жүргізушілікке келдім. Жыл сайын осылай білімімді, тәжірибемді арттырып, міне әлі күнге дейін тұрақты түрде Құдайға шүкір істеп келеміз осы салада. Әр жүргізушінің өзінің образы бар, имиджі бар, шаш үлгісі бар дегендей. Сол дәл сіздің өзіңіздің сол образыңыз, имиджіңіз қалай қалыптасты? Жалпы ол қалай жүреді сол үрдіс? Негізі бұл шынында да өте жақсы сұрақ. Неге десеңіз, бұл туралы тіпті мына арнайы кітаптардың, тіпті ол ғылыми тұрғыда зерттелсе де мүмкін, жай өзі бір автордың атынан өзінің тәжірибесімен бөлісу мақсатында ма, жоқ оқу әдістемелік құрал ретінде ме, жоқтың қасы екен. Қазір енді осы жөнінде мен біраз кітапша деп айтуға, енді кітап деп айтуға келмес, бірақ кез келген студент немесе студент қыз баланың, әсіресе оның ішінде енді өзінің қыз бала болғандықтан пайдалануына қажетті әдістемелік құрал болады деген үміттемін. Қазір жазу үстіндемін. Бұл өте сондай ауқымды кең тақырып. Неге десеңіз, бұған бей-жай қарауға болмайды. Көбісі ойлайды, ол образ, имидж, қалай айтуға болады. Оның ішіне бәрі кіреді. Ол деген сөз өзінің бір стилін ғана емес, ол жерде барлық қамтиды. Өйткені сен сол экранға шығасың, дәл сол сәтте сені көрмегенмен кейінірек ол ютубқа жүктеледі, инстаграм, фейсбук парақшаларында болады. Саған қарап бой түзейтін жаңағыдай жастар болады. Оның ішінде тағы да айтып кетемін, қыз балалар. Сондықтан жауапкершілігі өте терең. Сенің жүріп тұрып сол студияға кірген сәттен бастап шыққанға дейінгі, былайша айтқанда бастан аяқ жүріс тұрысың, сөз сөйлеуің, саптауың, әрбір сөзді анық жеткізуің, дыбысыңның дұрыс шығуы, мәнерің, мақамың, сөйлеуің барлығы анық, қанық, профессионалдық тұрғыда жетілген, пісірген болу керек. Ол әрине бірден болмайды. Өйткені кез келген журналист тіпті өзінің материалын дайындау барысында стендап деген дүние болады, яғни тікелей эфирде тұрып, немесе сол материалды жазып жатқанда оқиға орнынан, желісінен бір жағынан өзін көрсету мақсатында кімнің бұның бәрін баяндап тұрғанын, айтып зерттегенін, бір жағынан сол оқиғаның кульминационный, былайша айтқанда кезі дейді ғой, сәті, соны жеткізу, өз тарапынан шығып тікелей байланыс жасау көрерменмен. Сол мақсатында сол стендапқа да шығу үшін ол өзінің имиджін, образын қалыптастыру керек. Сол журналист, яғни оның айтар сөзінен бастап киім киісіне дейін барлығы тап-тұйнақтай болып тұру керек. Тура сол сияқты тікелей эфирде оның үстінде отырған жүргізуші де сол барлық өзінің, былайша айтқанда, көрерменге көрсетер образын тұрақты түрде бір бекітіп алған дұрыс. Ол бірден болмайды, жылдар бойы келеді. Бірақ десе де алдын ала дайындалып, психологиялық, физикалық, денсаулық тұрғысынан, жаңа өзім айтып жатқандай, сіздің тіпті айтар сөзіңізге дейін барлығы дайындықтан өту керек. Бірден бола салмайды. Бірақ менің өзімде де, мысалға, мен бастапқы кезде біресе шашымды жайып, біресе жинап, біресе былай боянып, біресе былай киініп, былайша айтқанда енді бір өзімнің образын таба алмадым деп айтуға болады. Бірден болмайды. Бірақ бір 5-6 жылдан кейін мен ойлана түстім. Неліктен кейбіреулерде еліктеушілік деген болады. Мысалы, Ресейдің каналдарын қарайды, мынау американдық түрлі BBC, енді толып жатқан каналдарды қарайды, украиндық каналдарды қарап сөйтіп бір өздеріне ұнайтын бір тұлғаны көздеп алып, соған еліктейді. Бірақ еліктеуден гөрі, меніңше біз енді қазақпыз ғой. Қазақ болғандықтан әр ұлттың өзінің мынау қалай айтсам болады, болмысына сай делік, мысалы, бұл жерде енді бір дәстүрге оның ешбір қатысы жоқ, бірақ болмысы болады әр ұлттың. Ол болмысы бірден сезіліп тұрады экраннан. Мысалы, қай елдің жүргізушісі, журналист сөйлеп тұр деген сияқты экраннан, қай елдің президенті сөйлеп жатқанда біз қараймыз, оның трибунада тұрып қалай сөйлеп жатқан, қалай жеткізіп жатқан, үстіндегі киім киісін, мысалы, канцлердің, түрлі спикерлердің мысалға да. Сол сияқты жүргізушіде бірден экраннан шыққанда, жарқ етіп шыққанда, оның тек қана образы ғана емес, жаңағы мен айтқан бүкіл осы журналистикаға қатысты элементтері бәрі қамтылып тұру керек екен. Сол болмысқа сай
өзіңді бір қалай айтсам болады, бір анықтап өзіңе жарасымды, сондай бір тазалықты ғана қамтитын, енді қазіргі таңда табиғи нелерге көбінесе көңіл бөлінеді, бұрынғыдай емес, қазір тәжірибе көбірек, бояйтын мастерлерде де сізді киім киісіңізге қарайтын стилистердің өзі қазір түсінді, натуралдық жағдай дейді, көбінесе осы табиғи жағдайға, болмысқа бейімделе түсеміз. Мінекей осылай жылдар бойы менде қазір көбінесе шашымды жинақы түрде шығуға тырысамын, яғни бір бұрышқа былай шашымды тиіп қойып дегендей. Өзіме сол ұнайды, ешқандай кедергі келтірмейді эфирде. Қыз баласы болған соң, қанша шашың әдемі болса да, мен енді бұл туралы да бір пост жазғанмын осы соңғы кезде. Өйткені жалпы осы республикалық арналарда әсіресе мына жүргізушілер кейбір нәрсенің байыбына бара бермейді. Өте оңай, жеңіл қарайды. Тек қана бір әлеуметтік желідегі жеңіл-желпі бір тікелей эфирге шығып отырған сияқты, оның өзінің де бір үрдісі бар, оның өзінде жөні жоралғысы бар. Сондықтан да бұл образ, бір сөзбен айтқанда, әрине жылдар бойы келетін образ, имидж, бірақ десе де сіздің алдын ала дайындықтан өтіп, соны сараптап, өзіңіз ойланып, сол жауапкершілікті сезініп, жинақы, егер де ол мысалға келбетке келетін болсақ, мысалға біздің мүсінімізге, денемізге келетін болсақ, кішкене жинақы формада, соған сай жүргізіп жатқан бағдарламаңыздың тақырыбына, мазмұнына сай киініп, және де өзіңізді біреуге еліктегеннен көргеннен гөрі еліктегенге қарағанда кішкене өзіңіздің болмысыңызға жақын, жаңағы мен айтып отқан табиғи жағдайға жақынырақ таңдап алған дұрыс. Таңдалғанда да бұл жерде мысалға сіз өмірде қандайсыз, бәрібір экранда сондай екеніңіз көрініп тұрады, қанша жасырсаңыз да. Тек бір ғана нәрсені жасыруға болады, ол көңіл күйді. Мысалы сізде ішкі бір эмоцияңызда бір жағдай болса, тек соны сіз амалдың жоқтығынан жасырасыз. Өйткені сіз көрермен алдына ақпарат жеткізуіңіз керек, дәл сол сәтте тікелей болғандықтан. Қалғанын бәрін жасыру мүмкін емес, экранды алдау да мүмкін емес, бәрі көзден, жанарыңыздан сіздің көрініп тұрады. Сондықтан да сол табиғи жағдайға бейімделген дұрыс деп айтар едім. Яғни образ, имидж ол жылдар бойы қалыптасатыны сөзсіз, әсіресе мынау біздің елімізге белгілі жүргізушілердің өзінің образы бар. Сіздер байқайсыздар, мысалы үнемі тұрақты түрде бағдарламалар жүргізетін кейбір жүргізушілер әрине оны жасамады қолдан. Енді ол қаншалықты тартымды, қаншалықты сүйкімі бар екенін мен білмеймін, бірақ енді ол адамдардың өз таңдауы. Көрем десе қарайды, қаралым көп тұрса, яғни ол сүйкімді болып тұр. Егер қаралымы аз болса, яғни ол бір жағдайларға білмеймін енді, біреуге ұнайды, ұнамайды десе де, өзіңе жарасымды дүниені жасап алған дұрыс екен. Ол сенің болмысың, табиғи. Имидж солай қалыптасады. Сосын көбінесе былай адамның болмысына да келе бермейді, бірақ мен ойлаймын бұл тұрғыда басшылық, яғни арна басшылығы, сол жердегі тікелей өзінің басшысы, оны түсіну керек. Мысал айтайық, сіз журналистсіз, жүргізушісіз, тексті жазасыз, мәтінмен жұмыс жасайсыз, эфирге шыға аласыз, барлық шеберлігіңіз бар. Ол қарайды да сізге не жақын екенін түсіну керек. Яғни, мысалы, өзі сондай бір нәзік, мейірімді жанға алып, бір контроль жасайтын, сондай бір қаталдау, мысалға, қалай айтсам болады, біздің қоғамдағы сондай бір келеңсіз жайттарды қамтитын сондай бір бағдарламаны беруге болмайды, зерттейтін. Оны түрі зерттеп, ананы шын мәнінде сол тақырыпты бастан аяқ ашып беретін түрі қаталдау, суықтау адамға беру керек та, оның шынында да образы соған сай ашыла түседі ары қарай. Ал егер де жаңағыдай өзі әйел адам болып тұрып, оның ішінде бір сондай бір нәзік, өзін жеткізуде, сөзі де сондай бір нәзік естілетін адамға кішкене өзіне сай, әйелдердің тақырыбын берген дұрыс. Яғни осылай жүзеге асырылады бұл процестің өзі. Яғни жүргізіп отқан бағдарламасының жанрына, мазмұнына және тақырыбына сай сол жүргізушінің образы ашылады. Рахмет жауабыңызға. Дайындық деп айтып жатсыз, үлкен дайындықты талап етеді эфир. Осы эфирға шығу үшін қандай дайындалу техникаларын қолданасыз? Бұл да өте жақсы сұрақ. Көбінесе эфирге шығу барысында барлығы ойлайды, мысалға тәжірибесі болса, оның үстіне бірден отырып жүргізе салады деп. Ол рас. Дәл қазір тұрып, сіз маған мысалға менің басшымсың дейік, егер де басшым бола тұрасыз, бірден құқылысыз кез келген уақытта хабарласып, мысалға айтуға сағыныш, сізге дәл қазір осындай жүктеліп отыр, тез жүгіріп келіңіз, осындай аяқ асты мысалға эксклюзивті сұхбат делік дейді. Енді көбінесе шынында да солай болып жатады жағдай. Содан сіз жүгіріп кеттіңіз, ағыл деп әйтеуір жеттіңіз, сол орталыққа отыра салдыңыз. Бірақ ол сұхбатты жүргізу барысында бәрібір сізде өз екпініңізді баса алмай келесіз, психологиялық жағдайда дұрыс дайындалмадыңыз, әйтеуір бір олқылықтар болады. Ол болмау мүмкін емес. Яғни ол қалай айтсам болады, былай 100% мен оны сапалы шығады деп айта алмаймын. Бірақ сіздің тәжірибеңіздің арқасында, сіздің өзіңізге сеніміңіздің арқасында ол мүмкін 85, бәлкім 90-ға шейін жеткізіп жүргізерсіз. Бірақ ол соншалықты 100% идеальны болмайды. Ал сондай идеалды жағдайға жеткізу үшін өз сұхбатыңызды, бағдарламаңызды, тікелей эфирді үнемі дайындықта болу керек. Ол айтылады, бірақ
ол істелінбейді көбінесе, бірақ мүмкіндігінше соны алып жүру керек. Негізі өзіне қарайтсам болады, тек қана сенімді ғана емес, керісінше жауапкершілікте қатар алатын жүргізуші ол үйден шыққан сәттен бастап сол үйдегі отбасылық жағдайдағы эмоциясын сол есіктен қалдырады дағы, тарс жабады дағы, сол көлікке немесе жаңағы жету керек қой жұмыс орнына, сол жету барысында өзін уже дайындап келеді. Яғни ол қандай дайындықтар? Ол психологиялық дайындық, өзім айтқан, және сіздің ішкі эмоция, көңіл күйіңіз сол күнгі болған жағдай, отбасы немесе одан бөлек жеке өмірдегі жағдайларыңызды қалдыру, бәрін ұмытып, былайша айтқанда өз образыңызға ену деген сөз басқа адам болып кету емес, сол сіздің жұмысыңыз, сол жауапкершілік, сол талаптарды орындау барысында үлкен ұжым, бір қауым елі бар. Сол елдің ерен еңбегін жеткізу мақсатында сіз жалғыз жүргізуші отырып, соның бәрінің соңында нәтижесін шығаратындықтан, сол жауапкершілікті сезініп, алдын ала дауыс, ауыз қуысы, жақ, сосын ең бірінші мүсіннен басталады негізі. Таңертеңгі кезде мүмкіндік бойынша, енді мен өзімнің былайша дағдым, әдетім, енді ауру қалса да әдет қалмайды дейді ғой. Сондықтан мен бұны әдетке айналдырғам. Таңертең тұрып, міндетті түрде мынау бір стакан жылы су немесе сүт ішіп алып, мен далаға шығамын. Таңғы асқа дейінгі нәрселер бұлардың барлығы. Кейде керісінше болып жатады, таңғы асты ішіп алып, соны қорыту үшін шығамын. Бірақ көбіне оған дейін шығуға тырысамын. Неге? Өйткені таңғы ауа ең таза ауа, өздеріңіз білесіздер. Оның үстіне енді біздің қаламыз, Нұр-Сұлтан қаласы, енді экологиялық жағынан әзірге енді тазарақ, сонда сол таза ауаны пайдалану керек. Шығып мен бір ары кетсе көп уақытымды жібермеймін. Асығыс болып бір кездесулерім, жұмысым болса, мен 15-20 минуттан артық жүрмеймін, жаяу жүремін. Немесе уақытым болып жатса, жарты сағат 40 минут айырмаймын. Негізі мүмкін болса 1 сағат мынау жаяу жүріп адам өзін, бұл мүсіннің жаттығуы ең қызығы. Яғни мүсін дене жаттығулардан бастау керек. Бірден ауыз жаққа көшіп кетпейсіз. Әрине бұның бәрі қазіргі заманда уақыт, бірақ қарап отырсаңыз, адам табам десе, сәл күнделікті уақыттан 15-20 минут ерте тұрса, еш нәрсесі кетпейді. Тек соны әдетке айналдыру керек. Содан мен жүре бастаймын, жүргенде ең бірінші не істеймін? Мен деммен дұрыс демала бастаймын. Демге арналған арнайы жаттығулар бар. Бірақ оның бәрін орындап жүруге әрине тағы да уақыт тапшы. Сондықтан ең негізгі жаттығулар бар. Яғни мұрынмен демалып, бүкіл еңсеңізді көтеріп аласыз. Сөйтіп былайша айтқанда өзіңіздің бұлшықеттеріңіздің бәрін демалып, бірақ демалғаннан кейін сол тонусты ұстап әрі қарай жұмыс жасау үшін былайша айтқанда бұлшықеттеріңізді дайындайсыз. Дұрыс жүресіз, демаласыз, былай ішке қарай тартып, соны шығарудың өзінің бір техникасы бар. Сол демді алудың өзінің техникасы бар. Сөйтіп былайша айтқанда жай ғана қарапайым түрде мен жаяу жүріп өтемін үйдің айналасын. Сосын келем, былайша айтқанда менің денем, мүсін былайша айтқанда өзі дайындалады сол күнгі тонуста жүруге. Тонусым көтерілді, көңіл күйім де жақсы, мен таза ауа жұтып келдім, таңғы асымды ішіп аламын да. Одан кейін мен енді сол күні эфирде болсам, мен ән айтамын. Бұл ең қарапайым жаттығу. Өйткені ана жаттығулардың бәрі менде бір қойын дәптері бар. Енді мен бұл этаптардан өткен кезінде айтып жатырмын ғой, түрлі каналдарда редактор стилист деген маман болатын. Қазір де бар, бірақ қазір тек хабар агенттігінде ғана осы мамандық сақталған. Мен ол үшін басшылыққа және хабар агенттігінің және сол құрамындағы 4 арнаның басшылығына рахмет айтамын. Неге десеңіз, кез келген журналист, жүргізуші тілінің бір мүкісі болса, бір кемшілігі болса, бірден сол редактор стилист кісіге, ол кісі профессор бізде, Шынар Азаевна деген, сол кісіге барып, өзінің сондай кемшіліктерін түзетуге мүмкіндік бар. Ол тегін, ол кісі сол жерде тұрақты түрде қызмет атқарады. Осы мен неше жыл істеп жатырмын, сонша жыл жұмыс істейді. Мінекей сол кісіден өткеніміз бар. Бұрындары жаңа ұлттық арнадан да бір кісі болатын, менде редактор стилист кісі. Ол кісіден де өткем. Сондай техникалар әрине бар, бірақ оны істеуге көбісі жалқауланады, бірақ ол дұрыс емес. Өзім айтқандай, әрдайым мынау ауыз қуыс денеңіз, өзіңіз, бұлшықеттеріңіз былайша айтқанда тонуста болып дайын тұрса, сол жаттығулардан кейін сіз кез келген уақытта тікелей эфир барысында аяқ асты түсетін ақпаратты да, мәтінді де, кез келген сізге жүктеліп жатқан міндетті, қалай айтсам болады, өте жоғары деңгейде орындап шығасыз. Оған көзім әбден жеткен. Сондықтан да ән айтам, ән не үшін? Ән ояту үшін. Сол жаттығуларды айтудың алдында ән айтам. Сөйтіп ол демнен кейінгі менің екінші этапым. Әнді салғаннан кейін дауыс ашыла бастайды, өзіңіз білесіз, таңнан кейін оңай емес, дауыс көбінесе ояулы емес, ұйқылы тұрады. Сондықтан бір жарқыратып аламын да, ары қарай жұмысқа жетемін. Жұмыста біздің арнайы бөлмеміз бар, киімімізді ауыстырамыз, боянамыз дегенде арнайы дайындаламыз. Сол әркімнің өзінің жаңағы киім ауыстыратын жерінде мен үлкен айна тұрады арнайы. Ұзын бастан аяққа өзіңізді көресіз. Соның алдында тұрып мен жаңағы жасайтын өзім бірен-саран жаттығуларым бар. Одан артық нәрсе маған керек емес, өйткені мен өзім қай жерде кем тұсым бар, қай жерде артық нем бар, мен білемін ғой, өзім болғандықтан енді өзім таниды, мысалы кемші тұстарым біледі. Сол сияқты сол жерлерде мен жаттығу жасаймын. Бірақ көбіне мынау
дренажный массаж деген бәрі біледі, ауырғанда бірден бізде врачтар айтады, дренажный массаж жасаңыз деп, артқалға. Сол сияқты мынау адамның өзінің мынау кеуде қуысына жасалатын дренажный массаждар болады. Оны жай ғана былай ұрғылайсыз, қатты емес. Сол арқылы сіз ән айттыңыз ғой, таза ауа жүрдіңіз, немесе бір спортпен шұғылданасыз күнделікті. Сол арқылы бірден денеңіз оянды, сіз оның үстіне жаңағы сергек сезініп тұрсыз. Әрі қарай оны былай шығару үшін, дайындау үшін сол дренажный массажды мен шығарып аламын. Оны мына дауыссыз дыбыстар арқылы шығады, деп былай танаудың еді, немесе п деп сондай бір әріптерді айтып, былай созып, ауызды сөйтіп бір шығарып аламын да, одан кейін арнайы бұрыннан келатқан қарапайым ғана айдай қарбай, иірмейі сиырыңды үйіне айдай бар деген жаңылтпаш бар. Ол ең оңай жаңылтпаш. Соны әр сөзіне былай шыққанда ерінді үшкіретемін да, екі шетін екі сұқ саусақпен басып тұрып, соны айтамын кезекпен. Мысалы, бірінші екпінді әйге түсіремін, одан кейін тайқарбайға, сосын екінші тайқарбайға, одан кейін ерге, одан кейін мезге. Яғни бұл кезекпен екпінді әр сөзге түсіріп айтамын. Ол не үшін қажет? Ол мен жаңағы сіз айтқан тікелей эфирде немесе бағдарлама жүргізу барысында түрлі сұрақтар қоюым керек, немесе мен сол мәтінді оқуым керек ақпаратты. Соның мазмұнына сай екпінді түсіріп отыру үшін. Сол ары қарай кете береді. Негізгі жаттығуларым сол, сөйтіп бір оятып аламын. Тіл, жақ, дауыс, дыбыс және кейбір әріптерге арналған жаттығулар тағы бар. Оларды да жасауға болады, проблема болса. Мінекей сөйтіп дайындаймын. Ол негізі әр журналистке де керек. Өйткені журналист сұхбат алады, бір ғана синхронды жазып алу үшін де ол міндетті түрде сұрағын қояды. Оның бәрі анық болу керек. Мысалға бір министрдің алдында тұрып сіз түсініксіз тілде айтып жатсаңыз, сұрағыңыз бір түсініксіз болса, оған да сіз бір психологсыз, былайша айтқанда өзіңізге өзіңіз тартып қарату үшін адам анық әдемі сөйлеу керек. Ол тек қана журналистика саласына ғана қажетті жаттығулар емес. Бұл кез келген маман өз ортасында өзінің еңбегін жеткізу үшін, нәтижесін көрсету үшін, жиналыста сөз бергенде айту үшін де қажет нәрсе. Рахмет. Жалпы кадрдан тыс көрермен көрмейтін мамандар бар. Олар кімдер? Енді көбінесе жаңа өзім айтқандай, не үшін жауапкершілікті сезінуіміз керек? Өйткені сол сіз айтқан кадр сыртындағы мамандардың еңбегін жеткізу үшін, бәрі біз арқылы, соңында біз арқылы нәтижеге жетіп жатады. Бірақ жалғыз біз емес, арасында да біздің артымызда тұрған, мынау көгілдір экранның сыртында тұрған деп айтамыз, бірақ былай қарап отырсаңыз, нағыз маңызды, жауапкершілігі өте үлкен мамандар сол жақта. Ол бір қауым ел. Ол бір қауым елге ең бірінші мен айтар едім, әрине біз жүргізуші болғандықтан біз дәл сол сәтте түсірімді емеспіз, біз экран алдында тікелей эфирде дайындалып, сол түсіріп келген жандардың еңбегін көрсетушіміз. Сондықтан да сол түсіруші біздің мамандар, журналистердің сол күнгі таңнан кешке шейін, қара кешке шейін жүріп зерттеп жасаған тақырыптарын ары қарай да аша түсу үшін айрықша. Олар енді ашып оны зерттеп берді, бірақ біз ары қарай да оны ашып, көрнекі түрде, түсінікті, әдемі тілмен, соны халыққа түсінікті тілмен жеткізу үшін ақпаратты. Былайша айтқанда біз үнемі, қалай айтсам болады, тонуста, үнемі дайындықта болуымыз керек. Енді әрине жаңылыспайтын жақ жоқ дейді, мысалға, бірақ десе де мүмкіндігінше өзімді осындай дайындықтардан өткізгеннен кейін сенімді болып, сол кісілердің еңбегін жеткізуіміз керек. Ол бірінші осы журналистер. Журналистерден кейінгі, енді олар күнделікті жаңағы түсіріліміне, съемкасына барады алдын ала. Оның барлығын дайындайтын бөлек тағы кісілер болады, бөлек бөлмеде отыратын. Енді оның бәрін қазір айтсам бірнеше маман шығады. Қысқа администратор, координатор, күнделікті түсірілімнің заявкасы, яғни пресс не келетін жаңағы пресс-релиздер түседі түрлі, мысалға, сол күнгі не болады, қайдан бару керек, қай жерге барып түсірім жасау керек. Одан бөлек продюсерлер болады, сол күнгі, мысалға, егер ол бағдарлама сұхбат болса, немесе студияға жаңалықтардың өзіне шақыратын қонақтармен тікелей байланысып отыратын продюсерлеріміз болады. Одан бөлек, ол енді қазір мен тікелей эфирге жеткен жоқпын, тікелей эфирдің әлемі бөлек, тікелей эфир жүріп жатқандағы мамандардікі бөлек. Оған дейінгі, яғни осы жаңалық дайындалғанға дейінгі мына мамандар осылар. Шеф-редактор ол сол жаңалықтар бөлімінің басшысы, яғни бас редактор, ол редактордың алдынан барлық тақырыптар, сол күнгі болатын бүкіл жағдайлар, оқиғалар өтеді, ол кісі соны таңдап тізбектеп бәрін орнына қояды, бастан аяқ соған жауап беріп отырады, тексереді соңында. Одан кейін ол кісіге дейін шығарушы редактор болады, яғни әр күн әр тікелей эфирдің өзінің шығарушы редакторы болады. Ол кемі 2 редактор, өйткені бір редактор күнделікті сондай
ондай былайша айтқанда мотормен жұмыс істеу мүмкін емес, кезекпен жұмыс істейді. Ол шығарушы редактор сол түсірімге кеткен журналист маманның жазған материалын редакторлап қарап отырады. Яғни жазылады, оның үстінен бір қарап оны түзетіп шығады. Айтатын ойын айтады, алып тастау керек болса алып тастайды, қосар тұсы болса қосатын тұсын айтып отырады. Оған дейінгі кісілер, жаңа кісілер, администратор, координатор, енді ол негізі журналист маман ғой, бірақ сол журналист маманның сол түсіріміне барып аман сау қайтып қауіпсіз деңгейде бәрін жеткізіп шығу үшін осы мамандар көмектеседі, байланысып отырады. Продюсерлер жаңағы байланыстырып осы жерге барасыз, күтіп отыр. Мінекей осындай бірнеше этаптан өтіп монтаж бөліміне жеткен соң барлығы дұрыс деп монтаждалады, қосатын дүниесін қосып, жаңағы айтатын айшықтайтын тұстарын айшықтап көріне кіреді. Енді оның барлығы енді өзінің элементтері, графика деген тұстар болады. Графика деген материалды нағыз әрлейтін нәрсе. Мысалға бүгін коронавирусты жұқтырғандар саны осыншама дейтін бәрін осы графика арқылы диагностика дейді ғой, былайша соның бәрін көрсетіп нәрсенің өзін жасайтын графист мамандар болады. Мінекей осындай бірнеше маманнан өтеді, монтажерлардан бөлек. Сөйтіп барып мені тікелей эфирге жетті дегенде нағыз өзінің эфирге шығатын, былайша жарыққа шығатын сәтінде одан бөлек үлкен пультте, ол бөлек бөлме болады, бөлек өзінің әлемі, бірнеше маман отырады. Бұның бәрі жаңағы жүргізушіге жұмыс істейтін мамандар. Ол кім? Ол режиссер. Режиссер сол күнгі тікелей эфирдің шығуына жауапты маман. Ол сол мен айтқан жаңағы видеоны да, материалды да, жүргізушінің сөйлеуін барлығын қосып қадағалап отыратын, шығарып бір-бірімен сәйкестендіріп отыратын маман. Одан кейін сол кісінің командасымен жұмыс істейтін ассистент режиссері болады. Ол ассистент режиссері не істейді? Тек қана құр көмекші деген атқа ғана лайық маман емес, ол сол жерде былайша айтқанда сол режиссердің өзінде бүкіл жұмыстарын істей береді. Ол сол жерде видеоны шығарады, сіздің бір ақпаратты оқығаннан кейінгі соған сай видеоңыз таңдалынады. Артыңызда отырғандағы, тіпті мына мен қазір отырмын, артымда аппақ бөлме ғой. Ал мен оқып отырмын, мысалға президенттің кездесуіне, мысалға Ақордада бір кісімен кездесті. Сол Ақордаға сай, енді мен айтқан соң мен сөзіме, менің мәтініне, мазмұнына сай болу керек қой, артымдағы картинам. Ол Антарктис деп аталады. Антарктистің өзін ол запускать етеді. Соған сай сол сәтте тікелей эфирде отырып оны таңдайды. Бірден оны қоя қояды. Мысалға мен артында Ақорда тұрса, ол тіпті жарасып кетеді. Өйткені мен Ақордадағы кездесу туралы айтып жатырмын. Немесе бір өзіміздің аймақтардағы проблемаларға келсек, әлеуметтік, сол жерде сол сюжеттің, жаңағы журналистің түсірген сюжетінің картинасы тұрса жақсы. Яғни Түркістан облысы, сол жерде жүрген тұрғындар, ауыз су проблемасы тағы басқа. Мінекей сондай ұсақ түйек былайша айтқанда істермен айналысатын, бірақ жауапкершілігі мол міне осы мамандар. Одан кейін звукорежиссер болады, яғни ол дауыс дыбыс режиссерлары. Сіз осы студияға келгеннен бастап сіздің дыбысыңыз, құлақ петличка тағатыныңыздың бәрін тексеріп сізге келеді. Одан кейін тікелей эфирге барып, сол эфир барысында соның дұрыс естілуін, халыққа дұрыс жетуін қадағалап қосып отырады, азайтатын азайтып. Мінекей осындай бірнеше маманнан тұрады. Енді бірақ ең үлкен мамандардың бірі ол әрине көбінесе еңбектер ескеріле бермейді, өйткені олар кадрдың сыртында. Бұл операторлар, жарық түсірушілер, бұл соның бәрін қадағалаушылар, олар арнайы қалай айтсам болады, былай енді оңай көрінеді, бірақ бұл кісілер шынында да бастан аяқ мынау экранды қазір қалай көріп отырсың, әдемі дүниені, соның бәрін өзінің сол бір көз бір немен қалай айтсам болады, бір динамикада өзінің несін түсіріп, өзінің бүкіл шығармашылығын жеткізіп отырған кісілер. Ол кісілер болмаса, ешқандай жаңалық та, ешқандай бағдарламада шықпайды. Мінекей ол кейде кино операторлар, мысалы бір фильмдердің операторлары, бағдарламалардың, ол түрлі операторлардың өзінде түрлі жаңағы ешқандай бөлімдері, өздерінің бөлісетін дүниелері бар, бірақ десе де мына жаңалықтардың операторлары көбіне тікелей эфирде жаңағыдай ешбір мүдірместен, ешбір қате жіберместен жұмыс жасау керек, онда жауапкершілігі өзгеше. Мінекей олар журналистермен бірге съемкаға барады, түскі кезге дейін, кешкі кезге дейін, кешке тікелей эфирде тұрады, жұмыстары ауыр. Өте ауқымды, жарық берушілердің де жұмысы өте кең, ол бір оңай көрінгенмен сіздің бетіңізге түскен артық жарық, бетіңізде артық бір майларыңызды, тағы да басқа бір кемшілік тұстарыңызды көрсетуі мүмкін. Жалпы эфирдің өзі қараңғы шығуы мүмкін, оның жарығы әдемі шығу үшін көрнекі. Міне ол кісілердің де тәжірибесі өте қажет. Міне осы бір қауым елмен бірге сіз мүмкін болса дұрыс жұмыс жасап, жауапкершілікті сезінгеніңіз абзал, өйткені еңбек бәрінде ерен, әрқайсысының орны бөлек. Сізді мен полиглот ретінде білем. Қазақ, орыс, ағылшын, түрік тілдерін еркін меңгергеніңізді білем. Жалпы осы көп тілді меңгеру сіздің жұмысыңызда қандай көмегін тигізеді, қаншалықты маңызды, сол жағын айтып кетсеңіз. Өздеріңіз білесіздер, қазір нарық заманы. Мысалға біз заманға сай көп нәрсе үйреніп жатамыз, жастар. Кейде мүмкін кейбір нәрселер артық болуы мүмкін.
қап осыған неге мен ақшамды бөліп оқыдым екен, неге мен осы тренер коучерден осыны үйрендім, ешбір қажетіме жаратпадым ғой дейді. Біреулер керісінше жақсы болып үйренгенім бұл қазіргі заманға сай нәрсе екен, қалмау керек екен деп жатады. Міне сол сияқты шыны керек әр заманда әр жыл сайын көп нәрсе өзгеріп отырады. Ол мысалы технология жағынан болсын, мынау біздің журналистика саласы болсын, медицина, қай саланы алып қарасаңыз да міндетті түрде өзінің жаңағы өзгерістерін, түрлі мысалы тәжірибелерін көрсетіп отырады. Мінекей осы жылы мынандай нәрсе шықты, келесі жылы мынандай жоспарда бар, оны қазір біз зерттеу үстіндеміз деп. Міне сондай нәрседен қалыспау керек екен. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін үнемі сол заман ағымына сай қадам басып отыру керек, қалып қалмау керек та, бір орында тұрмау керек. Бірақ мен бір нәрсені түсіндім, бір нәрсе ғана өзгермейді. Ол не? Ол тіл. Мысалы әр ұлттың өзінің тілі бар. Сен ол тілді білсең, қалай айтсам болады, бұл үлкен байлық, сен ешқашан ұтылмайсың, тек қана ұтатын тұстарың болады. Мысалға жаңағы заман ағымы деп жатқан себебім түрлі өзгерістер енген сайын біздің қоғамымызға әрине талаптар да күшейе түседі. Мысалға бұрындары тек қана қазақ тілді жүргізуші керек болса, мен енді сол деңгеймен шынымды айтсам өстім басында. Өйткені бірден сахнаға шығып, қалаған шараларымды жүргізіп, түрлі ұсыныстардың өзін қабылдау бірден болмайды ғой. Сен де сол бір еңбекпен, бір кезеңдермен жетесің. Шыны керек 1999-98 жылдары енді Астана болғалы, былайша айтқанда Ақмоладан ауысып, өзінің алғашқы кезеңдерін бастап, даму кезеңдерін бір жаққа ығысып, Алматы қаласына көптеген мекемелер көшіп жатқанда, шыны керек орыс тілді болды. Оны енді мойындауымыз керек, Астана қаласы. Сол леппен былайша айтқанда қазақ тілді жүргізушілер көп керек болды. Сол кезде мен түсінгенім, мен ойладым, мен қазақ тілін жақсы білемін, енді өзімнің тілім деп мен сол ұсыныстарды қабылдап, түрлі шаралар жүргізе бастадым. Қосымша, енді ол былайша айтқанда адамның екінші табысы деп айтуға болады, әрекеті өзінің енді өмірдегі. Сөйтіп жүргізе бастадым, бірақ кейінірек қарап отырсам, енді заман өзгереді, мысалға енді түрлі жағдайлар болады. Біздің еліміз қарыштап дами бастады. Енді біз өте жас мемлекет болдық, тәуелсіздігімізді алғанбыз, міне астанамызды өзгерттік, бір өзгерістерге әйтеуір ұшырап жатырмыз. Енді солтүстік өңірде көбінесе орыс халқы тұрған осындай өңірге келіп оны қазақыландыру процесі жүріп жатты. Сол кезде мен айтады ғой, кейде адам әр нәрсенің өз уақытысы, өз кезі болады екен. Мысалға сіз сол сәтке түсіп қалсаңыз жақсы да, енді ол өзінің сәті деп айтуға болады. Сол кезде кейінірек айтты, енді біздің елге түрлі қонақтар келіп жатыр. Шетелден қонақтар келеді. Енді бізге уже тек қана қазақ тілі емес, орыс тілінде ғана емес, енді ағылшын тілінде де жүргізу керек. Керек десеңіз, түркі тілдес мемлекеттер келсе, түрік тілінде де жүргізу керек. Оның ішінде Әзірбайжан болуы мүмкін, ол ішінде венгр тілі болуы мүмкін. Енді кете береді ары қарай түрлі тілдер. Сосын кейін мен ойлана бастадым, егер де мен тіл білсем, мен өлмеспін, бәрібір маған ұсыныстар көбірек түсетін болады, мен еш болмаймын. Сондықтан мен үйрене берейін деп, өзімнің тарапымнан енді бір хобби ретінде мен сол курстарға жазылдым, ақылы түрде үйреніп жүрдім. Енді ағылшын тілін көбісі біледі, онсыз да қазіргі үш тілдің бірі. Енді оны ары қарай тереңдетіп жүрдім, бірақ мен басқа тілдерге де қызықтым. Қытай тілі өте ауыр екен, енді оны асыға шамам жеткен жоқ, бірақ мына басқа да тілдер өзімізге жақын, көрші елдердің тілдеріне қызығушылық таныттым. Сөйтіп бірден енді ең қызығы концерттерде жүргізу барысында осындай талап қойыла бастады. Жүргізуші мүмкіндігінше бір емес бірнеше тіл білсе, тіптен жақсы. Өзі сахнада тұрып оны бірден жаңағыдай шақырып жатсаң қонағыңда, мархабат келіңіз деп, енді ол да келген қонаққа да енді былайша айтқанда бір мәртебе да енді. Сондай сияқты өзімнің жүргізу аяғымды кеңейттім тіл жағынан. Енді ешқашан ұтылған емеспін әлі күнге дейін. Мысалға маған тек қана қазақ тілді жүргізуші ретінде емес, ешқандай проблемасы жоқ. Мысалы қай тілде десе сол тілде жүргізетін, кез келген форматта жүргізетін, қандай масштабта болсын, сонда жүргізуші маман ретінде қарайды. Енді Аллаға шүкір сұранысқа иемін, бірақ оның бәрі осы еңбектердің арқасында деп білемін. Яғни бір тілмен тоқтамау керек. Әрине өз ана тіліңді құрметтейсің, жақсы көремін, кейде намыстанамын, айтамын, неге мынау орыс тілінде жазылды сценарий, неге аударылмаған қазақ тіліне деп. Бірақ қалай айтсам болады, енді ол да жүргізіп жатқан жаңағы мерекенің масштабтылығына, келген қонақтарға, халықаралық деңгейдегі адамдарға, тұлғаларға байланысты мінекей осылай біз түрлі тілде жүргізуімізге тура келеді. Бұл мұқтаждық, бұл заман талабы, бұл өзгеріске байланысты. Біз қоғамымызға сай нәрсе, тіпті әр маман өз ісінің, айтып жатырмын ғой жаңағы, өз ісінің шебері болу үшін, өзін өзі дәлелдеу үшін, еңбегін жеткізу үшін, көрсету үшін, өзге де тілді меңгеріп, сол тілде де жеткізіп жатса, мысалы, ол ешқандай артық болмағаны. Керісінше Қазақстан азамат пен азаматшалары мінекей түрлі тілде сөйлей алады, полиглот деген жақсы нәрсе емес пе? Сондықтан тек рахатын көресіз, бұл үлкен байлық деген. Бүгінгі күні эмоционалдық күйзеліс дегенді жиі естиміз барлық салада. Әсіресе мына ковид уақытымен ұлғайып кетті. Сізде эмоционалдық күйзеліс бола ма, және
болса, қалпыңызға қалай келесіз? Негізі дұрыс айтасыз, неге екенін білмеймін, осы әлеуметтік желілерде де мысалы қарап шығамын көбінесе. Кездесіп жатады, түрлі мақалалар оқимыз, мысалға сайттар, қазір не көп, сайт көп, мысалға ақпарат өте көп заман. Сол ақпараттың, егер қателеспесем, жарысынан көбісі осы эмоционалдық күйзеліске ұшыраған жандардың жазбаларынан тұрады. Сол кісілердің негативті ой пікірлерінен тұрады екен. Әсіресе әлеуметтік желідегі жазбалар, енді жағаңызды ұстайсыз, былайша айтқанда. Енді бұл жерде ресми емес деген ол бір бөлек әңгіме. Енді мына жағдайларда эмоцияға қатты беріліп кеткен жандар көп. Және содан шығудың бірден бір жолы, бағана өзім айтып кеткен белгілі тренерлердің қазіргі замандағы белгілі өзімізде осы әлеуметтік желіде танылып үлгерген қолданушылары көп, психолог мамандар, коучерлер, мысалға енді түрлі сала ол жерде де бөлінеді. Мына дін бар, отбасылық жағдай бар, жалпы психология бар, бизнес бар. Осындай сала бойынша көп адамдар жүгінеді екен. Соңғы тиынына ақшасына дейін бөліп соған үйренеді екен. Сосын мен ойландым, бұл неліктен, не себепті? Шынымен де өмір сүру қиын болып кетті ме? Әлде адамдардың жаны жаралы ма? Жоқ, оларды жаралайтындар көбейді ме? Әлде адамдар бір-бірін түсінуден қалған ба? Әлде мейірімсіздік жайлап кетті ме? Не болды екен деп? Өйткені бұрындары қаншалықты ондай жағдайлар болғанмен, эмоционалдық оның үстіне енді үнемі бола беретін жағдай ғой, енді әрбір адамзаттың қоғамда бар нәрсе. Бірақ қазір неге бұл шектен тыс деп? Енді мен ойлаймын, мүмкін өзім айтқандай заманның ағымы, мына ақпараттың көптігі, кейде олардың керексізі бар, керегі бар. Сосын осындай жағдайлар адамдардың элементарна жақын туған туыс бауырларың немесе өзің айналаңда жүрген дос жарандарыңмен кездесіп, жүздесіп, бұрынғыдай кофе ішіп, енді бұл жерде бір шүйіркелесіп ұзақ әңгімелесудің де қажеті жоқ, бірақ аз да болса өзіңіздің көңіліңізді, ниетіңізді білдіріп, уақытыңызды бөліп, қалайсың деп жай ғана сұрап, көңіл күйін сұрап, бір-бірін осылай қалай айтсам болады, сезініп, қал жағдайын сұрауға да уақыт таба алмайтын сондай заман болып кетті. Сондықтан да соны әлеуметтік желіден, жаңағыдай тренер, коучерлерден іздейтін шығармыз. Жақын жандарымыз жанымызда болса да, солардың қадірін білмейтін шығармыз. Бірақ 2 жылдық пандемия оның қадірін түсіндірді. Ең бірінші денсаулықтың, одан кейін сол жақын жандарымыздың, ата-аналарымыздың. Бірақ десе де соған дейін сондай күйзелісті бастан кешіргеннің басты себебі осы қолда бардың қадірін білмеу деп ойлаймын өзім. Былайша айтқанда, оларға жүгінудің былай қарап тұрсаңыз қажеті де жоқ. Өйткені шын сізді жақсы көретін жан, шын сізге жан ашитын, титтай болсын жан ашитын жан, ол міндетті түрде сізді тыңдайды, қашанда әңгімеңізді, ішіңіздегі күйзелісті сізбен бөліседі, өз кеңесін айтады. Мінекей сондай жақын жандардың жаныңыздан табылмағандығынан шығар. Бірақ енді Аллаға шүкір, өзім шынымды айтсам, бұндай күйзеліске түсуге уақытым жоқ екен. Қазір уақытта білесіз ғой, енді көп нәрсе, күнделікті 45 ақпарат бар. Оны қорытып, мына жерде қабылдап, оның керегін сараптап оқып алу, керек емесін ысырып тастау, адамдармен байланысу, кездесу, тікелей эфир бөлек. Жалпы тікелей эфир негізі сондайға тәрбиелейді, айтпағым. Оның бір үлкен құралы сол, оның мақсаты да бәлкім сол шығар, сіз үнемі сондай бір тон ұстап жүруіңіз керек. Яғни сіз ешқандай күйзеліске берілмеуіңіз керек. Тіпті ондай жағдай орын алады өмірде. Ол алмау мүмкін емес, бұл өмір ғой. Өмір неден тұрады? Өмір ол жарқыраудан, өсуден, өнуден, дамудан тұрса, тура сол сияқты біреуге қуаныш сыйлаватса, қайғы да сыйлайды, өлім өліммен қатар келіп жатады. Мінекей сондай қайғылы сәттерде кейде өзіңді ұстамайсың, тікелей эфирде де көзіңе елесі жас келуі мүмкін. Бірақ десе де сіз берілмеуіңіз керек. Ол енді тағдыр, оны Алланың жазуы, сондықтан да кейбір нәрселерге эмоционалдық тұрғыда, сіз психологиялық тұрғыда дайын тұлға болуыңыз керек. Қазір заман соны талап етеді. Ал егер сіз оған дайын болмасаңыз, амал жоқ, сіз сол көштің соңында түрлі кез келген түсініксіз мамандығы меңгерген ба, ол мамандықты меңгермеген ба, өзін психолог аталып кеткен неше түрлі адамдар бар. Солардың коучерлардың несін тыңдаумен өтіп кетеді уақытыңыз. Ол да зая кететін уақыт. Одан да сіз білімді кітаптан алыңыз, керегіңізді алыңыз. Сол кезде сіз қай ақпарат қажет, кім сізге қажет емес, соны білесіз. Былайша айтқанда, ол эмоцияңыздың жаңағы күйзелісті шешудің жолын бірден өзіңіз табасыз. Не істеу керек? Кездесу керек па? Жоқ, сүйікті бір іспен айналысып, оны сіз жауып тастайсыз ба, әлде қалай оны ығыстырып жіберуді жолыңыздан өзіңіз-ақ шешіп аласыз. Соған көзім жетті осы уақытқа дейін. Жалпы журналист болу үшін адам бойында қандай қасиеттер мен дағдылар болу керек? Енді өзім айтқандай,
қазір заманда барлығы бар ғой, қолжетімді деп айтуға болады, иә. Көбінесе адамдар өз қалтасынан ақшасын шығарып арнайы курстарға барып жатады, алдын ала дайындалады, өзінің не қалайтынын біледі, белгілеп алады мақсат мүддесін. Бұрындары жастар көбінесе түсінбейтін, мысалы ата анасы бір бағытқа бағыттайды, өзі ішкі жан дүниесі басқа нәрсені қалап жатады. Кейде керісінше ата анамен де өзінде пікірі бір неге түйісіп жатады, ол тіптен керемет. Сондай кездері олар не істерін білмей басқа мамандықты таңдап түсіп жатады, құр босқа жылдар бойы оқиды, 4-5 жыл, одан кейін келген соң оның бәрі зая кетіп басқа мамандықпен жұмыс жасауына тура келеді. Мінекей сондай нәрселердің алдын алу бірден бір жолы меніңше ол баламен көп әңгімелесу керек. Ол бала өткен ертең өседі ғой, мысалы, бала деген өспей ме, көкейіңді теспей ме дейді. Бала өседі, ертең күні ол тұлға болады, айналады сол тұлғаға. Бірақ сол өзінің тұлғалық дамуын дұрыс таңдап, сол жолға дұрыс бағыт алу үшін көп пікірлесу керек. Онымен кәдімгідей үлкен адамша сөйлесу керек. Әрине түрлі үйірмелерге, түрлі бағытта сіз оны өз тарапыңыздан шешіміңізді айтып бір жолға түсіруіңізге болады, бірақ бәрібір де соңында сол жолдардан жүргеннен кейін баладан бір ауыз сұрау керек. Шынында да бұл сенің қалауың ба, әлде мен қателестім бе, мүмкін сен басқа нәрсені таңдарсың, қай нәрсе сенің жаныңа жақын тұр деп. Өйткені ол онымен өмір бойы айналысады, ол оның миссиясына айналады өмірдегі. Сол миссияны жауапкершілікпен атқарып шығу үшін сұрау керек. Сол әңгіме барысында бала өзі бірден ашық айтады, мен мына нәрсені қаламайды екен, маған ұнамайды мүлдем, я жақсы нәрсе, заманға сай екен, бірақ тіпті ақшасы көп болса да мен бұл нәрсені қалап тұрғаным жоқ деп. Одан кейін ол өзінің белгілі бір таңдауын бекітіп алғаннан кейін әрине сол бойынша ол жұмыс жасау керек. Жаңағы айтқаны, ақылы курсқа бара ма, жоқ өзі тегін грантқа түсе ме, білімін шыңдай ма, оған біреу көмектесе ме, енді ол жағын білмедім, бірақ өсе келе сол мамандықты, сен жаңағы таңдаған мамандығыңды тәмамдаған соң әрине сен жұмыс іздей бастайсың. Енді ол да өзінің сәтімен болып жатады. Бірден еш нәрсе болмайды ғой, еңбекпен келеді. Десе де меніңше ешқашан мынау сенің меңгерген мамандығынан бөлек курстарға бармау, мен білдім, енді осымен менікі тәмам болды, мен өзім бір биік жетістігіме жеттім деп қоймау керек екен. Ары қарай да шыңдай түсу керек. Біз мысалы үнемі эфирде неде болған кейде қолымыз тимеуі мүмкін, бірақ бір десе де мен қосымша үнемі курстар оқып жүремін. Мысалы әлі күнге шейін курс оқимын өзім, осылай онлайн оқып. Ол қосымша, бірақ ол менің мамандығыма жақын келеді. Мысалға видеограф, мобилограф, енді қазір мобилография деген шыққан, сол сияқты жаңағы тілі білу бөлек бар, бәрі қажет, ол бәрібір осы менің мамандығымнан асып кетпейді, ол осының ішінде жүрген дүние. Сол сияқты меніңше әр адам өз таңдаған мамандығынан бөлек сол мамандық аясында өзінің бір көздеген мақсаты болса соны қойып алып қосымша қалай айтсам болады, сен жинай еңбектен кішкене болсын қаржы тапсаң, соған бір 15 сабақ уақытыңды бөл, соны үйрену керексің. Тіптен оған жағдай келмей жатса, арнайы сол мамандандырылған, сол мамандық бойынша кітаптар бар. Қазір рахат, бұрынғы заманда есіңізде болса, біз өткенмен өмір сүретінбіз, мысалы тарих, ол жақсы, олсыз болмайды, бірақ қазіргі таңда көптеген өзіміздің отандық, одан ресейлік, американдық жазушылардың, түрлі осы психолог мамандардың, коучерлердің, тәжірибелі іскер мамандардың тек қана сөзбен емес, іспен дәлелденген өзінің тәжірибелерімен бөлісу барысында жазылған кітаптар бар. Сол еңбектерді оқы, жүктеп ал аудио жүзінде. Соны қарап шық, өзіңнің керек жерін түртте жазып қой мысалға. Неге осылай шыңдау керек деп ойлаймын. Енді жүргізушіге келетін болсақ, оның ішінде жүргізуші ол өзім айтқандай үнемі қалай айтсам болады, ол жан-жақты болу керек. Ол тек мен осы бағдарламаны жүргіземін, бұл мен үнемі осы бағдарламамен 20-30 жыл отырамын деп елестетпеу керек. Оның басында түрлі жағдай болуы мүмкін, сол жағдайға дайын болу керек. Сол өзім айтқан курстарды үнемі қатар қойып, ары қарай да шыңдап, бір профессордан алдың ба, екінші адамға бар, ол адамнан кейін басқасын көр, солай шыңдай ашыла түсу керек. Ол не үшін керек? Ол ашылу үшін керек. Яғни бір орында тұрып қалмас үшін. Бірақ меніңше енді айтуы мүмкін, енді біраз мамандар, жүргізуші бола аласың деп, бірақ әрине боласың сен, егер де осындай кезеңдерден өтсең, егер сен еңбектенсең, егер сен осылай жауапкершілікті сезінсең. Ал жауапкершілікті сезінбейтін, тек өзін көрсеткісі келетін ғана жүргізуші, немесе бір тек өз ортасын ғана қалыптастырып алсам деген нәрсені мақсат тұтатын жүргізуші, меніңше оның ғұмыры ұзақ болмайды. Оның ғұмыры қысқа келте болады. Сондықтан сен неғұрлым баянды, сондай мәнді, мағыналы
ертең күнің сондай өз ісіңнің сондай хас шебері атанғың келсе, осындай таза жолмен жүру керек, адал еңбек ету керек, заман ағымына сай курстарға да қатысып, жоғарғы оқу орнында оқыған біліміңнен бөлек ары қарай шыңдап, мүмкін болса басшылықпен байланысып, түрлі тәжірибе алмасатын орындарға жіберуін сұрап, тіпті жоғарғы оқу орнында студентсің бе, соңғы курстарды сол шетелге, алыс жақын, мысалы жақын шетелдерде бар, соның жергілікті телеарналарына барып, мен мысалы Анкара қаласына барып, сондағы жергілікті ТРК телеарнасына барып, мысалы өзімнің еңбегімді ары қарай шыңдадым, көрдім, олардан не үйренуге болады, бізден қандай, мысалға олар бізден не үйренеді, қандай тұстарымыз бар кемші, немесе керісінше артық кеткен тұстарымыз бар ма деген сияқты сондай өзім біраз нәрселерді біліп қайттым бір жыл ішінде. Сол бір жыл маған жетті, өйткені сіз сол елдің кухнясына, телекухнясына кіргеннен ақ түсіне бастайсыз, ол елдің болмысы қандай, өздерінің орталары бар, өздерінің қағидалары бар. Мінекей сондай неге қалай айтсам болады, мақсат қойып жетуге тырысу керек. Яғни ешқашан бір орында тұрмау керек. Адам айтады ғой, өмір бойы оқыса да ешқашан ол артық етпейді. Тіпті 70-80-ге келіп те оқып жатқан жандар бар. Яғни тек оқисыз болды, ерінбеу керек. Тіпті уақытыңыз тимей жатыр, менде ешқандай уақыт жоқ. Осылай қазір өмір деген өзінде күнделікті 15-20 минутыңызды өзіңізге сөйтіп арнасаңыз, тіпті оны жыл 12 ай 365 күнге көбейтсеңіз, сізде бір қойын дәптер білім шығады. Бүгін заманауи журналист қандай болу керек? Және болашақ журналистерге қандай кеңес берер едіңіз? Енді осы журналистика мамандығын таңдаған кез келген адам, немесе жас студент ойлауы мүмкін, мен өзіме таңдау жасадым, мен тек жүргізуші боламын, жоқ мен журналист боламын деп. Бірақ мен айтар едім, кез келген, қалай айтсам болады, болашақ жүргізуші, тележүргізуші, оның ішінде теле болса, енді радиода болуы мүмкін, енді мен білмеймін, мен өзім теле журналистиканы таңдағандықтан енді көбінесе тәжірибем осында. Бірақ десе де қайсысын таңдасаңыз да, тіпті баспасөз қызметінде істейсіз бе, сіз журналистсіз. Сіз осы журналистика деген журналист деген маманнан шыққан. Егер сіз мәтін жаза алмасаңыз, оның мағынасын түсінбесеңіз, түсірілімге барып көрмесеңіз, оның дәм тұзын сезінбесеңіз, сіз ешқандай журналист емессіз. Жүргізуші ары қарай содан қалыптасады. Яғни мен айтар едім, ең бірінші сен журналист болуға дағдылан, мәтін жазуға үйрен. Оны әрине университет қабырғасында үйретуі мүмкін, бірақ практика бәрібір керек, құр теориямен тежелмейсіз. Сондықтан ең біріншіден білім, тағы айтарым, оқисың, әрине ол теория керек сіздің негізгі біліміңіз ретінде, бірақ енді оны сіз ұштастырасыз ғой практикамен. Сондықтан да бәрібір сіз ертең біліп тұруыңыз керек, мынау қалай айтылады, мынау жанр қалай айтылады, мына жердегі мына пультта отырған кісі не үшін отыр, мына маман кім, оның негізгі функциясы қандай, қызметі қандай атқаратын, оның айырмашылығы ана кісіден қандай деген сияқты. Мінекей соны ауқымды түрде меңгеріп, өзіңізді сенімді ұстау үшін теория бәрібір керек. Яғни сіз ең бірінші біліміңізді шыңдайсыз, білімнен кейін жаңағы практикада өтетін жерде мүмкіндігінше қалай болса да сіз сол жерде не қалуға тырысуыңыз керек, не басқа сондай бір жер тауып, сіз міндетті түрде бір ебіл сәті келіп тұрса, сол жерде қосымша, тіпті дипломсыз, ақысыз болса да қызмет жасауға тырысу керек. Бұл сіздің сол телекухняға кіріп еніп кетуіңіздің бірден бір жолы, алғашқы кезеңі. Өйткені тағы айтам, біздің журналистика басқа мамандықтардан айырмашылығы бүкіл саланы қамтиды. Ол деген сөз, сен бүкіл сала туралы ақпаратты білуің керек деген сөз. Ал оңай емес. Өзім айтқанда жаңағы жай ғана бір әлеуметтік желіні ашсаңыз, көптеген ақпарат түседі. Қайсысын оқуыңызды білмей, абдырап қаласыз, абдырап не істеріңізді білмей. Енді соны дұрыс таңдау үшін де адам өз керегін білу керек қой, мысалға, мынау маған қажет, мынау қажет емес деп. Сондықтан да адам білімді болу керек ол үшін. Білімді адам ғана өзіне не керек екенін біледі. Мына ақпарат қажет па әлде қазір маған былайша айтқанда оны жадымда сақтап не қыламын мен, енді оның бәрі керек пе, керек емес пе деп. Мінекей сол үшін адам білімді болуға тырысу керек. Білімсіз ешқандай шыңға жетпейсің. Екіншісі мынау денсаулық. Денсаулықты сен журналистика мамандығына барғың келе ме, заманауи мықты журналист болғың келе ме, сен ең бірінші денсаулығын түсінесің. Оны кейін бел ортасына келгенде журналистиканы түсіне бастайсың, оның қадірін. Өйткені сіз мен айтқан күнделікті бұрынғы кезде бір-ақ ақпарат келіп соны қорытатынбыз біз. Соны қорытып эфирге шығардым. Қазір мыңдаған ақпарат келеді, соның ішінен ең маңыздысын алып кешке біз қорытындылап шығарамыз. Оның да өзінің жолы бар. Мінекей сондай нәрселерге, сондай оқиғаларға, күнделікті түсірілімдерге, түрлі жағдайларға тап боласыз. Сіздің денсаулығыңызға ешқандай кінәрат болмау керек. Яғни сізде күш-жігер, қайрат, ақыл, білім бәрі болу керек. Екіншіден, үнемі жаңағы өзім алдыңғы сұрағыңызға жауап ретінде айтып кеткенім,
әрине сен журналист тележүргізуші бола аласың, бірақ жаңағы этаптардан өткен соң, яғни сен үнемі еңбек етуге дайын тұруың керек. Ешқашан шаршадым, мен білмеймін, қайдам деген сөздерді айтпауым керек. Мінекей сондай тонуста, сондай өзіңнің ішкі дайындығында, жан дүниемен күресіп, өзің сондай бір ерік жігермен, мотивациямен жүретін адам болу керек. Әрине ол кезде сен боласың. Тіпті саған басшылықта мүмкін жақсы ұсыныстар айтып жатар. Міне мына маманың шынында да осындай бір түс көрініп тұр жарқырап, бәріне дайын 100% деп. Мінекей сондай этаптардан өту керек. Ол үшін жаңағы мен айтып кеткен курстар бар ғой, сол курстарда қосымша үйреніп жүру керек. Тіпті сен орналасып алсаң да, ол жұмыста тұрақты еңбек ақың болса да, сен қосымша соған арнауың керек. Сонда сен көш соңында қалмайсың, заман ағымына ілесіп отырасың. Сосын айтар едім, бәрібір енді өз тарапынан тіл білу керек. Тіл білсең, сені кез келген түсірілімге жібере береді. Сен үшін, сен тек қана қазақ тілін білгенің үшін ана орыс тілді редакциясынан жібермейді, сен 2 в 1 боласың. Яғни мүмкін даже 3 в 1 боласың. Өйткені ағылшын тілдік сұхбаттасушы ретінде, интервью ретінде сен ағылшындық қонақпен сұхбаттау үшін арнайы аудармашы іздемейді. Тағы да қаражат өңделді, тағы да бонус саған түсті. Яғни сенің алатын еңбек ақың да саған деген сұранысты арта береді. Мінекей тіл білу керек, қысқасы. Одан еш жалқауланбау керек. Одан кейін заман ағымына деп жатырмық қой. Заман ағымы деген не ол? Ол журналистика деген не? Журналистика ол ақпарат, алаңы. Ол қалай шығарасын, сен оны өзің білесің. Қазір конвергенцияға ұшыраған заман, әр мамандық сайтта да жұмыс істейсің ба, жоқ сен әлеуметтік желіде қалай айтсам болады, SMM мамансың ба, бұның бәрі журналистика. Сен мәтін сатып өзің тауарын өткізіп жатсың ба, жоқ сол ненің пиар менеджерсің ба саланың, мекеменің. Бәрібір бұл ақпарат. Мінекей сол ақпаратты дұрыс меңгеріп, дұрыс бұрысын ажыратып, және оны ресми дәлелдікпен жеткізіп көрерменге жарқыратып шығару үшін, және сол мекеменің немесе сол өзің жұмыс істеп отқан қызмет орнының рейтингісін көтеру үшін, немесе зерттеп жатқан оқиғаның, немесе сол түсірілімге барған адамдардың жағдайын жеткізу үшін сен былайша айтқанда ара жігін бәрін ажыратып, соны дәлелдеп беруің керек. Дайын асты, былайша айтқанда, көрсетіп беруің керек. Бұның бәрі шеберлікке байланысты. Ол шеберлік мен айтқан жаңағы оқу курстарынан барлығынан өтесің. Енді сіз айтып жатсыз ғой, тағы да заманауи журналистке қажет дүние, ол үнемі жинақы болу. Жинақы болу керек, өте жылдам, коммуникабельный, кез келген нәрсеге дайын тұру керек. Ол сол айтып жатқан жаңағы денсаулықтан бөлек, ол кез келген жағдаяттарға дайын болу керек. Өзін енді бір шығармашылық адам екенмін деп өзінің бір әлемінде отырып, немесе бір өзінің бір көздеген шаруалармен ғана айналысып отырмайды ғой. Қазір осы айтып жатқан көптеген ақпарат жатыр, ол шарт етіп сен бар дегенде тұра қалып, дайын бола қалып, сол ақпаратты алып бірден соны эфирге шығаруға дайын тұру керек. Мінекей жинақылық деген өте қажет. Жинақы болу үшін адам өзін солай дағдыландыру керек, оқу керек, бәрінен хабардар болып отыру керек. Мен оны білмейді екенмін, кәні көрейінші деп, онда өтіп отыруға уақыт жоқ қазір. Одан кейін көп оқу керек. Негізі сол көп оқу, тез уақытты үнемдеп, ненің қалап, нені сіз дұрыс жаңағы ара жігін ажыратудың бір көмекші құралы. Одан кейін тілді айттым, ең бастысы сол, сосын адамдармен қарым-қатынаста. Енді бұл бұрынғы заман емес, қазір қарым-қатынастың өзін орнату үшін де мысалы уақыт қажеттік қой, бір мысалы адаммен араласасың, бір шоны танисың, білесің дегенде. Бірақ қазір заман олай емес. Қазір нақты мысалы, ол адам айтты, сен оны істедің, немесе сен керісінше оған айтып жатсың, ол сенен ақпарат қабылдады. Сол қарым-қатынаста дұрыс жолға қоя білу керек. Қазір сосын бәрібір де көркем мінезге ұмтылу керек. Көркем мінезді адам өз ортасында да сіңімді, абыройлы, тұрақты жұмыста ұзақ уақыт жұмыс істеудің бір кепілі, былайша айтқанда. Яғни заман ағымындағы журналист осының барлығын тұшынып, алдын ала осы салаға келер кезде де өзін дайындау керек, құр келмеу керек, біліп келу керек. Бұрын білмей келетін еді, қазір біліп келетіндер көп. Өйткені олар түсінеді, жастар қазір бәрін біледі. Бірақ кейбір жаңағы мен айтып жатырмын ба, ақпаратты таңдауда, оқуда, кейбір курстарды меңгеруде қайсысы дұрыс бұрыс екенін білмей енді ажырата алмай жатады. Кейбір кезде уақыттарын, ақшаларын зая кетіріп жатады. Енді соны дұрыс таңдау қажет, мүмкін біреу көмектесу, кеңесші, ақылшылар керек шығар десе де, осындай дайындықпен үлкен былайша психологиялық тұрғыдан тіпті өзінің бір тұлғасын қалыптастырып, имиджін айтпақшы, образын бір өзінің ойында, ойша дайындап келіп жатады. Енді бұл жақсы нәрсе, кейде басшылық көріп жатыр, қандай жастар қазір жалындап тұрған деп кейде мақтап жатады. Мінекей кейінірек ары қарай тәжірибесін кеңейте береді ғой, енді жұмыс істейді, адамдармен қарым-қатынасын қалыптастырады ортасында өзінің. Мінекей сол яғни көштен қалмаудың бірден бір жолы осы. Сосын технологияларды меңгеру керек. Егер сіз технологияларды білмесеңіз, онда
бос айтқанның бәрін соңында қалдым дей беріңіз. Өйткені оны меңгермеген жан, оны сізге арнайы үйретіп отыратын маман болғанмен ол сыйған уақытсын қимайды. Сен оны да үйреніп келуің керексің. Қысқасы, дайындалып бүкіл осы этаптардан өтіп келу керек. Ары қарай да биік шыңға жету үшін. Заманға сай жүресің, үйренесің, амал жоқ, ерінбеу керек, жоқ қалғанбау керек. Сағыныш, өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз. Әрине көбінесе біздің сала болсын, мәдениет саласындағы біздің тұлғалар болсын, көбінесе жеке өмірін жасап жатады. Меніңше онда тұрған ешнәрсе жоқ. Көбінесе мен ашық түрде айта беремін. Енді әрине жеке өмір, адам ол жеке өмір, отбасы, өзінің балалары. Бірақ мен керісінше халықтың алдында жүргендіктен жауапкершілігімді сезінемін. Қайта егерде қарап, осы салада оқып жүрген жастар, студенттер болса, әсіресе мына қыз балалар оның ішінде, болашақта бәрібір сіз анасыз, осы саланың маманысыз. Ол деген сөз, сіз тек қана сол саланың маманы емес, яғни жастарды тәрбиелеуші емес, сіз балалардың да тәрбиелеушісіз деген сөз. Өзіңізге қарап бой түзейтін, ой түзейтін қыздар бар, жастар, мінекей соларға үлгі өнеге бола білсем деген, ол да бір менің мақсаттарымның бірі осы салада жүргендіктен. Мінекей сондай жауапкершілік аясында мен де бөлісе кетейін. Бір нәрсені айтқым келеді қыз балаларға. Егер де сіз бұл саланы таңдап, нақты өзіңіз бір шешімге келіп түсіп жатсаңыз, бір нәрсені ұмытпаңыз. Ең басты нәрсе бұл өмірде, ең үлкен құндылық, байлық ол отбасы. Өйткені әйел адамның бұл өмірге келгендегі негізгі миссиясы да, негізгі бар атқаратын функциясы да, бұл әрине отбасы құру. Енді қыз мұраты кету деп те халқымыз ол бір ғана даналықпен айта кеткен білесіздер. Мінекей сондықтан да мен 21 жасымда қалай айтсам болады, осы жеке өміріме өзім көңілімді бар, өзім қалай айтсам болады, уақытымды бөліп, былайша айтқанда өмірлік жарымды іздей бастадым, жан-жағыма қарай бастадым. Оған дейін тек біліммен айналыстым. Оған дейін тек осы мүмкіндігінше қызметке орналассам, өз мамандығым бойынша жұмыс істесем деген мақсаттар болған. Бірақ әйел адамзаты болғандықтан ол мақсаттардың ең бастысына, ең бірінші орынға отбасын құруды қою керек екен. Өйткені қазір мен жан-жағыма қарасам, көптеген әріптестерім, құрбыларым, осы карьера құру мақсатында кейде ұмытып кетеді өзін. Сондай нәрсеге жол бермеу керек. Мінекей, сондықтан отбасын құру ол ең басты сіздің өмірдегі маңызды шешіміңіз. Сөйтіп 22 жасыма жақындаған шақта мен тұрмысқа шықтым. Қазіргі таңда Аллаға шүкір 2 қос ұлым бар. Оларды осы журналистика саласында жүріп тәрбиеледім, жұмыс істеп жүріп арасында өсірдім. Қайта маған қарап олар еңбекқорлыққа баулиды. Енді баулим дегенде әрине кез келген ата-ана өзі баулиды, бірақ бала да өзі сізге қарап, сіз қанша мыңдаған сөздер айтып, нақыл сөзбен баланы тәрбиелей алмайсыз. Бала ол сізге қарап өседі. Сіз не істесеңіз соны қайталайды. Яғни өзінің ұшқан ұясынан іліп алатын нәрсенің барлығын сол жерден іледі екен. Әкесіне қарап ой түзейді. Мінекей сондықтан ең басты адам өмірге келген соң өзін тәрбиелеу керек екен, көркем мінезге ұмтылу керек екен. Соңында келе жатқан балаларында саған қарап өседі екен. Сондықтан 2 ұлым бар, жолдасым бар. Осы Нұр-Сұлтан қаласында тұрып жатырмыз. Осында танысқанбыз, отбасын құрғанбыз. Осында мінекей жұмысқа орналасып, өзімізді тұлға ретінде қалыптастыруға үлесімізді қосып жатырмыз. Еліміздің дамуына мүмкіндігінше. Негізгі мақсат сол адал еңбек ету, еліміздің дамуына аз да болса өз саламыздан үлес қосу. Жақсы сөз, жарым ырыс деп айтамыз. Ал сіздің өзіңіздің өмірде ұстанатын қанатты сөзіңіз бар ма? Мен үнемі бір ғана сөзді айтамын. Әрине нақыл сөздер, халқымыздың даналық сөздерге өте бай халық, өте көп. Қайсы бірін алсаңыз да сіздің айтып отқан жаңағы сөзіңізде өте керемет сөз, жақсы жарым ырыс. Ол ойды білдіреді, жақсы ой, жақсы ниет. Бәрі сол ауыздан шыққан жақсы сөзге де тікелей байланысты. Ол енді керемет нәрсе. Бұл әр адамның білуі керек нәрсе. Ол мен айтып отқан жаңағы көркем мінезге тәрбиелейтін негізгі бағыттардың бірі деп айтсам болады. Бірақ өзім үнемі бір нәрсені жақсы көремін. Ол іс-әрекетімізге, күнделікті жасап жатқан қимылдарымызға қатысты. Ол мынау бүгін істейтін ісіңді ертеңге қалдырма. Яғни мүмкін болса, егер сіз сезіп тұрсаңыз, уақытыңыз кеп тұрса, бүгінге күш жігеріңіз, энергияңыз кеп тұрса, бүгін болатын істі
ертеңге қалдырмаған дұрыс. Жалқаудың ертеңі бітпейді дейді ғой. Өйткені ол енді жалқаулыққа да қатысты емес. Сіз ертеңге оны жоспарлағанмен оның бір сәті түспей, ол тіпті арғы күнге қалып кетуі мүмкін да. Өйткені ертеңге өзінің бір қайырымен, өзінің несібесімен келетін тағы да бір жағдайлар орын алуы мүмкін. Сондықтан барынша ертеңге қалдырмай, бүгін тап-тұйнақтай бітірсеңіз, ертеңге керісінше өзіңізді жеңіл сезінесіз. Алға қарай қадам баса бересіз. Мына осы сөзді өзімнің негізгі қанатты сөзім десем болады. Бәлкім мен осы ақпарат айдында жүргендіктен шығар, бәлкім менде бір қорқыныш бар шығар, мен ертең көрмей қалам ба деген, уақытты дұрыс пайдаланбай қалам ба, жаратпай қалам ба деп. Бірақ мен осы сала, яғни журналистика саласы мені осындай нәрсеге тәрбиеледі деп айтсам болады. Қандай қоғамдық іс-шараларға қатысасыз? Мүмкін бір жобалар бар ма? Ірі-ірі, жалпы Инстаграмның парағынан көріп жатырық ізгі істеріңізді, сонымен кішкене біздің көрермендермен бөлісе кетсеңіз. Енді адам өмірге келген соң тек қана өзін ғана ойламау керек. Өйткені әрине тек өзіңізді ойлап, күнделікті өзіңіз тапқан таянғанмен мәз болып айтсам болады. Енді бақытты болып өмір сүре беруге болады. Әрине ол өз құлыңыз. Бірақ десе де өмірде көптеген мысалға жағдайлар орын алып жатады. Айналаңызға қарайсыз, қоғамға қарайсыз, түрлі оқиғалар болып жатады. Енді осы салада жүргендіктен шығар бәлкім сол ақпараттың арасында жүріп, біраз жағдайлармен, әркім өз қаласында болып жатқан оқиғалармен танысып, білісіп жатқандықтан, кейде біз осы түсірілім барысында да көптеген, қалай айтсам болады, ситуацияларға тап болып жатамыз. Мысалға біздің түсірілім тобы бір кішігірім киноны немесе бір фильмді жарыққа шығару үшін бір мереке қарсаңына немесе бір тәуелсіздігіміздің қарсаңында бір отбасын кездестіріп қаламыз. Олардың жағдайы төмен болып қалуы мүмкін, мұқтаж жандар. Сондайды көріп бәрібір жаныңыз ашиды. Енді былайша айтқанда сіздің жүрегіңіздің орнында тас емес жүрек болса, еттен жаралсаңыз, әрине кез келген адам қол ұшын беріп, мүмкіндігінше көмектесуге тырысып жатамыз. Ұжым болып бірлесіп жасайтын жұмыстарымыз бар. Ол біздің блогерлікпен айналысып кеткен біраз әріптес мамандарымыз бар, өзіміздің ер азаматтар, олар көбінесе әлеуметтік желідегі Батыр блогер, Дәулеттен сияқты әріптестерім күнделікті эфирден бөлек, өздерінің түсірілімдерінен бөлек осындай қайырымды істерге уақыттарын жұмсайды. Және біз бұны әрине қолымызды көтеріп тұрып қолдауға тырысамыз. Жаңалықтар редакциясы көбінесе өздері тіпті барып бірге жүріп тұрмаса да өз тарапынан қаржылай болсын, мүмкіндіктеріне қарай қолдау білдіріп жатады. Соның барысында мен де кейде бірге барып, сондай отбасылармен осы қаланың шетінде тұратын танысып жатам. Сол біздің бір дағдығымызға айналған, яғни ай сайын хабар агенттігі ұжымы міндетті түрде сол отбасыларға өз көмегін бастан аяқ киім-кешегі, жаңағы жүріс-тұрыс жолдары, өздерінің тамақтану, тағы басқа өмірдегі біраз былайша айтқанда қажеттіліктеріне өз тарапынан қолдау көрсетіп жатады. Одан бөлек біз жыл сайын мынау Қазақстан ұлттық арнасымен бірге, қалай айтсам болады, кезектесу арқылы, мысалы бір жыл ол кісілер өткізеді, бір жыл біз өткіземіз. Жалпы халықтың арасынан сондай жандарды шақырып, біз арнайы мерекелік шаралар өткіземіз. Ол шараларда әрине барлығы тегін ұйымдастырылады. Біз тек қолдаймыз, соның басы-қасында жүріп, сондай жандарды шақырып, бір кілтімізді ұсынып, пәтер алып береміз. Одан бөлек мынау қайырымдылық қорымен тікелей байланысып, оларға да жаңағыдай аударымдар жасаймыз. Яғни ол агенттіктің өз тарапынан, қызметкерлердің өз тарапынан көрсететін қолдауы. Жеке өз басым соның басқасында жүру арқылы үнемі байланыста болатын отбасылар бар. Енді негізінде айтады ғой, садақаны, қайырымдылықты жария етуге болмайды деп, бірақ көбіне біз осы салада жүргендіктен, халықтың алдында жүргендіктен мүмкіндігінше оны айтамыз, айтуға тура келеді. Өйткені көп адамдар түсінбейді. Сіз видео арқылы көрсетпесеңіз, соның бәрін істеген әрекеттеріңізді жұртқа жария етіп отырмасаңыз, олар енді сіздің жасап жатқаныңызды барлығын жоққа шығарып жатады. Сондықтан мүмкіндігінше заман солай, бәрін сол жерден тұрып түсіріп жібересіз. Мінекей солай бірлесіп жасаймыз. Сосын мына қоғамымызда бізде Дегдар деген ұйым бар. Ол ұйым тікелей мынау Дариға Назарбаеваның ұйымдастыруымен, сол кісінің бастамашылығымен туындаған идея. Сол фонд көбінесе өз тарапынан жоғарыда айтып кеткен сияқты жағдайларды жасап жатады отбасыларға. Көбінесе енді балаларды қамтиды. Кішкентай балақайлардың өнер жолы болсын, мәдениет жолы болсын, өздерінің бір білім алу жолында болсын, өз тарапынан қолдау білдіріп, концерттік шаралар ұйымдастырып жатады. Ол жерде мүмкіндігі шектеулі жандар бар, арбаға таңылған адамдар бар, түрлі дертке шалдыққан балалар бар, және де ақыл есі кішкене жаңағыдай
төмен қалып жатқан, сосын мынау жағдай жағынан отбасы төмен балалар және де әлеуметтік жағынан сосын көп балалы аналар. Неге сондай аналарға көмектесіп, сол балалардың бір күндік мысалға арманын орындауын кейде қадағалаймыз. Ол деген сөз ол қалай? Әрине бәрі бір Алланың қалауымен, бірақ десе де кейбір балалар армандайды, мысалға осындай жұлдыздармен кездесу, ән салу, маған ән жазып берсе, мен мына жерден бір осындай сүйікті кітабымды алып берсе, немесе сол бір білімді жетілдіруде бір ұйым мекемеде тегін оқу алсам деген сияқты гранттарға түсу. Неге сондай нәрселерді бірлесіп жұмыс атқарамыз. Ал менің тарапынан жеке өзім ол тек сол күнге уақытымды бөліп, тегін жұмыс істеп, жүргізетін шараны жүргізіп беру, ұйымдастырушылық жағынан болса, мен ұйымдастыруға да үнемі атсалысамын, бірге жүріп қайтамыз. Оны біз бірлесіп мына өнер қайраткерлерімен де атқарамыз, өйткені экран алдында жүрген, халық біліп танитын кино саласы болсын, мынау біздің өзіміздің саламыз болсын, журналистер, жазушылар тіпті арасында ақындар бар, түрлі өнер қайраткерлерімен бірлесіп әртістермен жұмыс жасаймыз. Әділ Ахметов сияқты, Қуандық Қыстықбаев, Сырым Қашқабаев сияқты біздің осы Астанадағы әртістермен бірге де неге осындай көптеген жобаларда қызмет атқарамыз. Енді ол өзіміз үшін жасап жатқан дүние. Арман алысқа жетелейді деп айтамыз. Қандай арманыңыз бар? Жақсы сұрақ екен. Расымен де негізі адам үнемі армандау керек. Кейбір адамдар сол армандауға да мүмкін уақыт керек шығар, мен білмеймін енді, бірақ енді жатар алдында бір адам өз ою елегінен өткізеді ғой, бүгін мен не істедім, біраз жаңағы өзім жазып қойған дүниелерімді істедім бе, жоспарларым жүзеге асты ма дегендей. Неге сол сәтте бір арасында 1-2 минут сол арманға арнау керек. Не үшін? Арман ол да мақсат. Ол да ертең мақсатқа айналады арман. Одан кейін ол әрекетке айналады. Әрекет ол берекет алып келеді дегендей. Яғни тізбектеліп жатқан кәдімгі жүйе, неге осы жүйемен, циклмен адам өмір сүреді екен. Тек қана балалық шақта емес, арман деген үнемі болу керек, адамның жанында болу керек. Ол сіздің армандағаныңызды көріп, қасыңызда өсіп жатқан бала немесе құрбыларыңыз мотивация алады, жаныңызда жүрген жандар мотивация алады сізден, олар да еліктейді соған, олар да ойлайды, шынында да армандау керек, өйткені мына кісінікі орындалды ғой қасымдағы адамдікі деп. Неге сондықтан да армандамаймын деп айтпаймын. Негізгі арман мақсатым бұл жеке өмірге қатысты нәрсе болса, ол әрине дұрыс, қалыпты, былайша айтқанда дені сау адам ретінде өмір сүру. Өйткені адам өмірге келгенде өзін сол адамдық тұлғада ұстап қалу ең қиын нәрсе. Ол деген сөз көркем мінезге ұмтылу, тағы айтамын, сабырлыққа өзіңді сабырлықты серік ету. Міне сол үрдістермен бірге сіз үнемі өсіп өніп жүрсеңіз, білім алып, тек қана соған қарап отырмайсыз ғой, білім аласыз, көкжиегіңізді кеңейтесіз, кемелденесіз, өзіңізді жаңағыдай қалай айтсам болады, рухани байлыққа да ұмтылу керек, тек қана сонымен тежеліп қалмай. Неге солай өзіңізді дамыту арқылы адам жаңағыдай армандарына жетіп жатады екен. Сондай мақсаттар құрамын. Бұл енді жеке өміріме қатысты. Балаларым маман болса деймін, өз ісінің жаңағыдай маманы болса, таңдаған мамандығына жаңылмаса, адам болса, көркем мінезді азаматтар болса деген сияқты. Қысқасы бақытты болу, былайша айтқанда ол арман. Ал жеке өмірдегі арман ол болса, енді былай өзімнің мамандығыма қатысты арманым ол өз ісімнің жаңағы ең бірінші сұхбатымыздың барысында сұраққа жауап ретінде айтып кеткен майталман маман болу. Ол деген сөз қазір айту мүмкін, сіз де тәжірибелісіз ғой, қанша уақыт жүргізесіз, тұрақты түрде жұмыс істейсіз, жаңалықтарды тізгіндейсіз деп. Ол да мүмкін, бірақ мен қалай айтсам болады, менен де көп жұмыс істеген, менің алдымда да қалай кеткен аға әпкелеріміз бар, аға буын бар, оның алдыңғы буыны бар, оның алдында да кеткен тарихи тұлғалар бар. Неге ол кісілерді майталман маман деп айтуға болады. Яғни жылдар бойы, ол 20-25 жылдан аса ма, 30-40-45-50 жылдан аса ма, мен білмеймін, ширек ғасыр бола ма, жарты ғасыр бола ма, бірақ ол адам өз саласына, өз мамандығына адал болып, тұрақты істеп, ертеңгі күні тек оны ғана істеп қойып, өзі жемісін жеп рахаттанып қана бір жерге қарай кетіп қалмай, арманым, менің ары қарайғы арманым жеке орталық ашып, енді сол жұмыстың үстіндемін қазір, бірақ оны бірден жетілдіру оңай емес, өйткені сіз жауапкершіліктесіз. Жалпы бала тәрбиелеу, адам тәрбиелеу деген оңай дүние емес, білім беру оның үстіне 2 есе жауапкершілікті сезінетін сала. Осы білім саласына бет бұрсам, яғни білім деген, яғни біздің саламен ұштастыру арқылы орталық ашсам, ол жерде тек қана журналист мамандар емес, мынау сіз айтқан образ, имиджді қалыптастыратын өз, қалай айтсам болады, өз саласының нағыз шебер жүргізуші болу деген сияқты сондай мақсаттарды көздейтін орталық. Яғни бала тәрбиесі, өз ісінің майталман маманы болу, ұрпаққа дұрыс тәлім тәрбие беру деген сияқты армандарым бар. Сағыныш, сіздің ең сүйікті кітабыңыз және ол кітап сізге несімен ұнады? Енді естеріңізде болса, біз сұхбат барысында кітап туралы да біраз әңгімелер айтылды, мен жалпы тарихи шығармаларды қатты жақсы көремін.
тіпті әдеби шығармалардан да десем болады. Енді білмеймін, өзім кішкентай кезімізде әрине біз әдебиетті көп оқыдық. Өзім айтқандай қазақ тілі әдебиет сабағынан жақын болдым, тарихқа жақын болдым, гуманитарлық салаларға, пәндерге. Бірақ десе де білмеймін неге екенін, осы тарих пәнінен мұғалімім сондай бір өзіме күш қуат берді ме, өзіне қарай тартты ма, бір қатты жақсы көрдім тарихты. Содан жалпы осы шығармаларды оқу барысында сол тарихи жанрларға, тарихи романдарға, эпопеяларға, тарихи трилогияларға көңіл бөле бастадым. Ол әрине біздің Ілияс Есенберлиннің шығармалары, көшпенділер, Алтын Орда, біреу әрине көбінесе ол шығармаларды барлығы біледі, бірақ маған сол шығармалардың өзінің желісімен түсірілген кинофильмдер де өте қатты ұнайды. Көбінесе міндетті түрде қараймын, мен прям сынап жазамын ол туралы, өйткені өзім оқығандықтан соны салыстырып өтемін. Әрине кино әлемі бөлек әлем, сонда да маған ұнайды. Сосын Қабдеш Жұмаділовтің Атамекен деген романы қатты ұнайды, егер әдеби шығармаларға ары қарай кететін болсақ. Қысқасы мен тарихи шығармаларды қатты жаным сүйеді. Өзім де жаңағы айтып өттім ғой, ұстаным бар. Өткенін білмеген адам ол адамның болашағы жарқын емес. Міндетті түрде өткеннен сабақ алып отыру керек. Ол сенің тір байлығын көмектесуге, жалпы ол нағыз багаж сол өткенде жатыр. Қазіргі заман, ол ағымға сай өзінің тәжірибесімен, өзінің іскерлігімен, сенің мүмкіндігінше осы ағымға сай сіңісіп кетуіңе, тез арада аяққа тұрып кетуіңе үйрететін ереже іскерлік дейді ғой, байланыс аясында жазылған көбінесе сондай бір іскерлік жанрларда. Сондықтан да ол өткенмен салыстыруға келмейді. Сондықтан көбінесе осы шығармаларға мән беремін. Одан бөлек Мұхтар Әуезовтің шығармаларын өте жақсы көремін. Ол әрине Абай жолы бәріміз білетін. Оны мың қайтара оқып шықсаңыз да, тіпті оқып болып қайтадан келіп жүгінсеңіз де оның ішінен өзіңізге керекті дүниені табасыз. Бәрекелді. Өзіңізді кітаптың қай кейіпкерімен ұқсастырасыз? Ешқашан өзімді шығарманың бір нақты бір кейіпкерімін деп елестеткен емеспін, бірақ десе де бір күні осы бала кезімде оқыған бір поэмадан үзіндімен қайта мен бетпе-бет келіп ұштастым, былайша айтқанда. Өйткені сондай бір жағдай туындады, бір мерекелік шарада сол поэмадан үзіндіні оқу керек болды. Соң қайтадан сол өзім оқыған поэмам жаныма жақын. Қарап отырсам, сондағы кейіпкер Танакөзге өзімді бір ұқсаттым. Білмеймін неге екен. Сол үзінді ғана соған ұқсады. Үзіндідегі болған оқиға, сол жағдай ғана ұқсады. Онда екі дос Танакөзге ғашық болады. Сонда енді бұл махаббат тақырыбында, бірақ енді ол қызықты, оны оқуға кеңес берер едім бастан аяқ. Бірнеше тараудан тұрады, ұзақ поэма, бірақ осы үзіндісі қатты жаныма жақын. Сол үзіндіні жаттап алатын бұрында. Сөйтіп қатты ұқсаттым. Шынында да сондай жағдай басымнан өткен. Екі дос солай ғашық болған, бірақ енді ондай жағдайлар бола береді ғой, адамды ұнатып қаласың. Қызға кім қызықпайды, қымызды кім ішпейді дейді қазақта. Енді сондай жағдайлар болды, бірақ ең қызығы достық жеңіп кетті. Бәрі жақсы болды. Аяғы баян бұл. Сөйтсем, Мұхтар Шахановтың да осы Танакөз поэмасында да тура солай болған екен. Таң қалғаным сол ұқсас жағдай орын алды. Сол кезде өзім кейіпкерге ұқсаттым, Танакөзге. Керемет. Жалпы қағаз кітап па, электронды кітап па, әлде аудио кітап таңдайсыз ба? Өзіңіз айтқандай, біз заман ағымына сай жүреміз, сол көшке ілесуге үнемі тырысамыз, әсіресе жастар. Бірақ десе де мен жастарға айтарым, ешқандай аудио жазбадағы кітап немесе электронды деп жатсырына, ол да жазылған дүние, бірақ ол электронды. Сіздің мына күнделікті онсыз да осы кітаптан бөлек қарайтын планшетіңіз, соткаңыз, компьютеріңіз, ноутбугыңыз сол көзді шаршатады. Одан алатын әсер бөлек бәрібір. Қанша айналып келсеңіз де, уақытты үнемдеймін, мен құлағым ести берсінші, мен жаныммен онсыз да сезіне жатармын деген күннің өзінде де оның әсері бөлек болады. Парақтап, парақты өзіңіз мысалға, мен кітап жазып алдында парақтап, оның жаңадан иісін сезініп, ол жаңа кітап болса, тіпті ескі кітап болса, соны ұстап, ашып қарағаныз, бұл жерде бұл құдіретті нәрсе. Неге десеңіз, бұл мүлдем бөлек нәрсе. Оның әсерінен бөлек сіз кәдімгі қалай айтсам болады, табиғи жаттығулар жасаватсыз, денсаулығыңызға қажет. Ол көз жұмыс істеп жатыр. Ол қол, моторика жұмыс істеп жатыр. Ол мимен сіз парықтаватсыз, так мен қазір ұстап жатырмын ғой, сіз тұшыныватсыз, сезініватсыз. Сіз сол әлемге кіресіз, енесіз, өйткені сіздің алдыңызда бөлек кітап деген құдіретті әлем тұр. Оның енді орны бөлек. Сондықтан да мен өз басым, жеке басым қолмен ұстап, тұшынып сезінетін сол кәдімгі кітаптарды қалар едім, мүмкін болса. Қалғандары енді уақытыңызға қарай көретін дүниелер. Жауабыңызға рахмет. Біздің оқырмандарға қандай кітап оқуға кеңес берер едіңіз? Ол тарихи шығармалар. Енді оның барлығы кіре береді, қалғаныңыз. Ол өткені байлық, ол қазына. Ол сіздің сөздік қорыңызды дамытуға арналған құрал.
қазіргі кітаптармен айырмашылығы айтпақшы. Екінші кітап ол Мұхтар Әуезовтің Абай жолы. Оны оқысаңыз да, оқымаған жанға оқуға кеңес беремін, оқыған жанға қайта оқуға кеңес беремін. Оның ішінде міндетті түрде қазіргі заманға сай шешілмеген проблемаңызды шешудің жолын табасыз. Және Абайдың қара сөздері. Қайталап мың қайтара оқысаңыз да, міндетті түрде сіздің көмекшіңіз, ақылшыңыз болады. Үшіншіден мен айтар едім, мынау енді біздің қазақтың, өзіміздің қазақ жазушыларының еріне келетін болсақ, Әзілхан Нұршайықовтың енді махаббат қызық мол-жылдарын бәрі білетін шығар, бірақ десе де оқымаған жан болса оқу керек. Оны алғаш сезіну керек, сол сезімдерді бастан өткеру керек. Әрі қарай сіз мархабат кез келген романға, мынау басқа да көп қой, Сәбит Мұқановтың тағы да басқа шығармаларына өтіп кетсеңіз болады. Мақатаевтың жырларына кетесіз бе, жоқ поэмаға, поэзияға, оны өз таңдауыңыз. Бірақ егер де қазіргі заманға сай айта өтіңізші десеңіз, әрине көбінесе біз психологтарға қалай айтсам болады, мұқтажбыз деп айттық қой, жаңа эмоционалды күйзелістер болады деп. Егер сол жағынан өзіңізге мотивация іздесеңіз, Дейл Карнегидің шығармалары өте таптырмас. Оның кез келгені комфорттан, жеке комфорттан шығу деген сияқты, енді аудармасы да бар, орысшасы да бар, енді ол тілді өзіңіз таңдайсыз. Луиза Хейден, сосын Синельниковтың өте жақсы кітаптары бар, «Возлюби свою болезнь» деген. Енді ол тек қана аты қорқынышты болғанмен бір болезнь туралы емес, бұл оның негізгі проблемаларын шешу жолдарын арналады. Неліктен ол жағдаятты орын алды сізде, өте жақсы, ол психологиялық тұрғыда сізге көмектеседі жеңуге. Одан кейін мынау Наталья Правдинаның кітаптары жақсы. Енді ол былай психологиялық. Аудармалары бар ма жоқ па білмеймін. Шетелден мен айтар едім, Агата Кристи, Габриэль Гарсия Маркестің кез келген шығармалары, кез келген туындылары керемет. Оны қайсысын таңдасаңыз да. Ол жерде балалықтың арманы бар, махаббат та бар, өмірдегі түрлі тауқымет, тағдыр, енді сабақ алатын дүниелер өте көп. Жюль Верннің бар, енді ол адамдар өзі таңдайды. Джек Лондонды көбіміз білеміз мысалға. Енді көп адамдар ескі не деп қарамауы мүмкін, бірақ егер де сіз шетелдік туындылардан және оның ішінде хас шеберлердің, соның шедеврлерінің туындыларын оқуларыңыз келсе, мінекей осы жазушыларды кеңес берер едім оқуға. Сүйікті әдеби шығармаңыздан үзінді немесе шығарған түйін сөз. Енді өзім айтып кеткендей, Мұхтар Шахановтың Танакөз поэмасын қатты жақсы көремін, былайша айтқанда жаныма жақын, сол кейіпкеріне де өзім ұқсатқаным содан шығар, сол кезде. Содан бір үзінді оқып берейін. Мұхтар Шаханов Танакөз поэмасынан үзінді. Балаң жылдар байқатпастан өте шықты аяңдап, балалықтың біздің бастан көшкендігін баяндап, балалық шақ іңкәр дәулет сұңқар тауын шарлаған, өз көктемін сағынбайтын, аңсамайтын бармадам. Кеудемізде сенің ізің, сенің күзің жатады, балалық шақ, боямасыз ақ көңілдер отаны. Аяймын мен, аналарды балалары алдаған, аяймын мен, балаларды ойын шығы болмаған. Балалық шақ, гүл жазира балалық шақ байтаған, қартаямыз, бірақ саған ораламыз қайтадан. Саған оймен ораламыз, көңіл шалқып айтадан, ал сен қайтып келмейсің, оралмайсың қайтадан. Зеңгір көктен нұр төгілген сол бір көктем әлесте, гүл қуалап бірге шықты қызғалдақты береске, қарталатау қуанғандай перзенттерім келді деп, Танакөзде жымияды қара көзі мөлдіреп. Тауды мақтап тастан тасқа секіреді балбұлақ, алдынан қыз кездесерін ойлай ма екен ол, бірақ ойламайды. Ол мезетте ойламадық біз дағы, бәлкім оған кінәлі ме жастығымыз қыз бала. Нақ сол күні кеудемізде бір құпия от жанып, екеумізде Танакөзге гүл ұсындық шаттанып. Ол мәз мейрам, иығына түскен қара шаш қандай әсем, шыршатаудан екі бұлақ шашқандай. Тым жайдарлы, мейірімді мына Танакөз қандай, ол қараса көлде тұнып қалатындай қозғалмай. Қарамасаң төзімінің терезесі тозғандай. Өтті солай тұңғыш рет тынышымды бұзған күн, тұңғыш рет сенен досым Танакөзді қызғандым. Сол күнгі ойлар кеудемізді нәзік мұңға толтырды. Үшеуміздің алдымызда екі тарау жол тұрды. Оянсақ та бал сезімнің алғаш қасау үнінен, әнінен аппақ адал достығымыз биік тұрды бәрінен.